Кайырлы таң, құрметті достар, баршаңыз көріп отқаныма қуаныштымыз. Квантовый скачок негіздері 5-ші сабаққа да келіп жеттік. Бүгін жұма күн, жұма мұбарак болсын. Жұма күнде тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Енді 2 күн қалды, сол 2 күнді қалай өткізсем екен деп ойлап отырмын. Бұйырса сол 1 күн, 2 күн демалып, кішкене қыз басқаша форматта өткізу керек сияқты. Сәлеметсіз, қатты күтіп отырдым дейді. Мен де күтіп отырдым сол. Асықпай кірдім да сол 15 минут. Асықпай. Қалай болатыр? Кімде қандай өзгерістер болатыр? Кімде қандай өзгерістер, кімде қандай скачоктар болатыр? Бүгін ғана қосылдым дейді. Өйтер қосылғаңыз. Өзім айтам, ертең демаласыз ба, демалмайсыз ба, демалыс деген жоқ пока что. Сәлеметсіз, 4 сабақты көрдім, кеш естідім сабағымызды. Бүгін таңда көріп тұрмын, бірінші рет супер сабағыңыз дейді. Қайырлы таң, бүгін біздің ең бақытты күніміз болсын, амандық тіледім. Сондай болайын деп тұр, Құдай қаласа. Баршаңыз көріп отқаныма құрметті ағайындар, қуаныштымын. Аман болыңыздар. Бүгінгі тақырып өте қызық. Бүгінгі тақырып мотивацияға толы дейміз ғой, мотивацияға тұнып тұрған мотивация. Мен де өзім айналысып жүрген жұмысыма махаббатым ашылып жатыр, бұрын ұнамайтын дейді. Вот сондай болу керек я. Не жұмысыңызға махаббатыңыз ашылу керек, немесе махаббатыңыз ашылатын жұмыс табу керек. Екі вариант қой. Баршаңыз көріп отқаныма қуаныштымын. Достарыңызға көбірек таратыңыздар. Жұрттар точно не ясно. Көптен бері істей алмай жүрген жұмыстарымды істеп бастадым дейді. Істеп тастадым. Көп адамдарға бұл сабақтар жіберсеңіздер, көп адамдарға көрсетсеңіздер, олар сіздерге рахмет айтады. Біреудің мен түсімде әрбір тамырға дейін шұқып өзгеріс еніп жатқандай болды, шошып ояндым дейді. Квант деген сол ғой, ең майда бөлшектеріңізге дейін өзгереді. Квант деген ең кіші бөлшегі, заттың ең кішкентай бөлшегін, одан ары қарай ол энергияның ең кіші порциясын, ең кіші бөлігін квант деп айтады. Сол квант денедегі майда-майда түршіктерге дейін өзгерген кезде не болады? Не болады? Дауыс шықпай тұр дейді. Денедегі түршіктерге дейін өзгерген кезде адам үлкен өзгерістер жасайды. Тарата беріңіздер, сол үшін тарата беріңіздер. Кейбір адамдардың бір дене мүшелері ауруы мүмкін. Ол нормальный процесс. Ол норма құбылыс. Өйткені адамның арқасы, бүйірлері, аяқтары, бас ауруы мүмкін, давлениесі көтерілуі мүмкін. Бұл норма құбылыс. Одан ешкім не пострадайды дейді, ешкім жәбір шекпейді, уайымдамаңыздар. Ешкімге ешқандай денсаулық жағынан зиян жоқ. Себебі ол уақытша андай дейді, приятный боль дейді, приятный боль. Ауырады, жерлеріңіз сондай. Не қылады, сол кезде жатып қалмау керек. Өлсе күнделік сторискасыз берілген квантовый скачок. Я сол сауап қой, сауап енді. Басыңыз ауырады нормально. Менің де басында сабақты бастаған күні 2 күн ба 3 күн ауырып жүрген. 2 күн ауырып жүрді. Жексенбіден басталды. Жексенбі басым қысты, дүйсенбі қысты, сейсенбі қысты. Сәрсенбі ма, бейсенбі ма, ішім өтті. Іш өтеді, полный тазанастар. Мен өзім осы квантовый скачок басталғалы бір қанша бір 4 килограмдай тастадым. Кәдімгідей бет деген жоқ қой, қарасаңыздар. Шына жер бет табақтай болып тұратын еді. Бетіміздің былай болып тұратын табақ. Қазір бет сопайып баратын бет. Қараңыздар, 3 бұрыш болып қалды бетім. 3 бұрыш болып қалды. Мұның барлығы сол кванттық өзгеріс. Басым ауырып, давление көтеріліп, белім ауырып. Оны бір түңіліп, ойбай, мен денем ауырып қалды, нашар болып қалдым. Қызымның 5 жыл жүрген жігіт шешім қабылдап, қызымыз тұрмысқа шығу сұрады дейді. О, керемет, той құтты болсын. Тойға шақырасыздар ғой. Ішім өтті, тілім басым қатып ауырды. Бұл сабақты жіберген таныстарымның кейбір ұнатып қабылдап жатыр, кейбір қалды. Әркім әртүрлі қабылдайды. Біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды. Қабылдайтын адамдар ертең сізге точно рахмет етеді. Қабылдамайтын адам бір қарайды да үй қойшы, далбаса әңгіме деп шығып кетеді. Нормально ол.
ұрысқақ кінәлagыш адам пайда болды, ол да процесс па дейді. Жоқ, ол сіздің неңіз ғой. Жаман нәрсе пайда болса, ол сіздердің өздеріңізден көріңіздер, бегі сабамнан көрмеңіздер. Жақсы нәрсе пайда болса, менен көріңіздер. Ана денеде қысып бірдеңелер ауруы, ол сіздің қатып қалған, сіресіп қалған нейронный связи дейді ғой. Нейрондық жүйелеріңіз ауысып жатқан кезде, алгоритмдер ауысып жатқан кезде, енді бір операция жасап жатырмыз ғой, біз сіздердің миларыңызға операция жасап жатырмыз, былайша айтқанда. Ұялып отыр едім, іш өтіп жатыр, сейсенбіден бері дейді. Ол нормально, іштеріңіз тазаланып жатыр, іштеріңіз құсқыңыз келеді, лоқсисыз, басыңыз ауырады, ішіңіздегі ана тоқ қалған мусорлар, боқтар шығып жатыр ғой, былайша айтқанда, грубо айтқанда. Боққа толып қалғансыздар ғой, бір сөзбен айтқанда, оны ұяты жоқ, біз де тазаланып отырмыз. Бәріміз боқ көтерген боқтың қабы, адам деген боқ көтерген боқтың қабы деп Абай атамыз айтып кеткен ол. Ол сөзде ұят жоқ дейді. Режіскен құрбыммен татуластым, ойламаған енді. Татуласасыз, ескі кетіп жаңа келеді дейді. Бір нәрсе келу үшін, Калифорниядан Жаслан Серіков бауырым, Қызылорданың жігіті бірден Калифорниядан шығып квантовый скачок жасап тастаған ғой. Біздің квантовый скачоктарымыз бала шағаның тірлігі ғой, мына квантовый скачоктың көкесі осы Жаслан Серіков деп отыр. Жайлап бастайық онда. Бастамас бұрын жақсылап бір не жасап алайық? Жақсылап бір проработка. Сондықтан үлкен бір сауапты іс жасап жатырмыз баршамыз. Ең бірінші өзіміз қатысып жатқанымыз бір үлкен еңбек. Сіздердің қатысып жатқандар ең бірінші өзіміз немерелі маған келіп құшақтап ескеп алдыңғыдан бетер мені жақсы көреді. Болды, давайте, рахмет, күшті болып жатыр екен. Осының бәрі комментарий жасаңыздаршы. Күшті екен, досым Нұрекенің осы курсына басынан қатысу керек дейді. Жәке, сақтап қойыппын ғой, қатыса берсейші. Сақталып тұр сабақтар, қарап көрсең болады. Просто прямой эфирде көрсең энергетикасы басқаша да. Ал көп адамдар қайталап көреді, қайталап көргеннің мән мағынасы болмайды. Давайте бірден неге кірейік, проработкаға. Қайсысын жасасақ екен деп ойлап отырмын. Көздерімізді жұмамыз. Көзімізді жұмамыз, мұрнымызбен терең демаламыз, ауызбен шығарамыз. Болмай жатса да, если не получится, жасай беріңіздер, болады. Мен 6 ай жасап жүргем, түк болмаса да жасай бергем. Түбінде болады әйтеуір. Көзіңізді жұмасыз, мұрныңызбен терең демаласыз, ауызбен шығарасыз. Мұрныңызбен терең демаласыз, ауызбен шығарасыз. Мұрныңызбен терең демаласыз, ауызбен шығарасыз. Аппақ бөлмеде отырмын деп елестетіңіз. Бірінші аяқтан бастап икраларыңызды, тізеңізді, сандарыңызды, беліңізді, қарныңызды, көкірегіңізді, арқаңызды, иініңізді, басыңызды полный расслабиться етеміз, босатамыз. Көзімізді ашпаймыз, көзіміз жұмулы болсын. Көздеріңізді жұмып отырыңыздар. Денелерімізді еркін бостаймыз, дызылдайды бүкіл жаңағы денедегі бүкіл тамырларыңыз, жүйкелеріңіз демалады. Бүкіл денені босатамыз, саусақтарымыздан жоғары қарай иінге дейін жайлап, жоғары қарай жүріп өтеміз. Полный босатамыз. Енді аппақ бөлмеде отырмын деп елестетіңіздер.
аппақ бөлмеде отырғын деп елестетіңіздер. Аппақ бөлмеде отырсыз. Аппақ бөлме, ешқандай мебель жоқ, ештеңе жоқ. Есіктері де аппақ, ана прозрачный комната деген кино бар ғой, тура сондағыдай. Аппақ бөлме, барлығы включательдер де аппақ, стенадағы люстралар, жарық шамдар да аппақ. Барлығы аппақ. Сіз де аппақ киініп алғансыз. Бір кезде үлкен бөлме елестетіңіз. Мебель ештеңе жоқ. Сіз отырсыз, сіз стульчикте отырсыз, аппақ стульчикте аппақ киініп отырсыз. Бөлменің стенасы, бөлменің потологы барлығы аппақ, бір түсте. Басқа түс жоқ. Аппақ бөлмеде отырсыз, ортада отырсыз, ең ортада отырсыз. Ештеңе ойламайсыз, бос болып отырсыз. Жайлап есік жақтан су ағып жатыр, жайлап су көтеріліп жатыр. Су ағып жатыр, су сізге қарай ағып келе жатыр. Жайлап аяғыңызға су тиіп жатыр. Аяғыңызда су, мұздай су тиіп жатыр, бірақ сізді ол не шошытып жатқан жоқ, сізге керісінше ұнап жатыр. Су жайлап аяғыңызға тиіп жатыр. Бөлмені жайлап су, полный су қаптады. Бүкіл бөлмені су қаптады, су жайылды деп айтамыз ба, не дейміз. Су жайлап судың деңгейі көтеріліп жатыр, судың деңгейі тобыңызға дейін жетті. Бүкіл бөлме 3 сантиметр, 5 сантиметрге дейін судың деңгейі көтерілді. Су жайлап, аяғыңыз суды сезіп жатыр, тобыңызға дейін аяғыңыз суда тұр, суды сезіп жатсыз. Жайлап судың деңгейі көтеріліп жатыр, аяғыңыз сезіп жатыр, көтеріліп жатыр. Тізеңізге дейін су келді, тізеңізге дейін су келді. Мұздай су әсер етіп жатыр. Жайлап судың деңгейі беліңізге дейін көтерілді. Беліңізге дейін судың ішінде тұр. Су сізге ұнап жатыр. Сіз тазарып жатсыз, сіз ағарып жатсыз. Бүкіл ақ көңіл, ақ ниетіңіз ашылып жатыр ғой, былайша айтқанда. Су сізді тазалап жатыр. Су көтеріліп жатырған кезінде кіндікке дейін жайлап көтеріліп жатқан сезіңіз, бүкіл денеңізбен сезіңіз су келіп жатқан. 11 рет тез демалайық. Мұрынмен терең демалып, ауызбен шығарабыз. Тез андай. Отырмай, сылбырап, тез. Жақсы болып қалдыңыздар ма? Денеңіз полный түршігіп жатыр, денеңіз демалып жатыр, қорықпаңыздар, бәрі жақсы, бәрі сізге гармоничный болу керек, бәріңіз гармоничный болып, рахаттанып. Су қатты мұздай емес, салқындау суда сәл бар. Ыстық емес, салқындау су. Жайлап кіндіктен жоғары қарай көтеріліп жатыр. Кеуде тұсымызға жақындап қалды. Бізге ұнап жатыр. Мойнымызға дейін су келді. Мойнымызға келіп су тоқтады. Бізге бұл энергетикалық әлемде ең басты керегі энергия. Сіз қазір сумен бірге энергия алмасу болып жатыр. Бізге ақша, жұмыс, өмір, адамдар ештеңе керек емес. Біздің өзіміздің состояниеміз жоғары болса, біз өзімізді жалғыз өзіміз қалған кезде бақытты сезіне алсақ, демек біз кез келген адаммен гармоничный бақытты қарым-қатынас құра аламыз. Біз өзімізге өзіміз көңіліміз толмағандықтан вечный недовольный болып адамдарға сіркеміз су көтермей, немізді
уымызды шашып жүреміз да, су одан тазаланып жатырмыз. Сіз тап-таза пәк адамсыз, тап-таза, кіршіксіз, таза адамсыз. Бөбек пайда болған кезде тап-таза пәк болып туылады ғой, күнәдан таза болып туылады. Тура сондай болып туылыңыздар. Қайтадан туылып жатсыз, сіз қайтадан туылып жатсыз. Ананың құрсағында жатқанда біз суда жүреміз ғой, тура сол сияқты суда жүргеніңізді елестетіңіз. Суда отырсыз, сізге ешқайда жылжудың, қимылдаудың, ешқандай движение жасап, жыбырлаудың, қорқудың қажет жоқ. Мойныңызға дейін су келіп тұр. Сіз тазаланып жатырсыз. Сіз таза адам болған кезде, сіз жақсы адам болған кезде, сіз тазаланған кезде бүкіл айнала тазаланады. Бүкіл айналаңызда тек жақсы адамдар кездеседі. Айналаңыздың барлығы сізді жақсы көре бастайды. Айналаңыздың барлығы сізді мойындай бастайды. Айналаңыздың барлығы сізді бағалай бастайды. Сіз просто арамдыққа толып қалғансыз. Сіз қулыққа толып қалғансыз. Сіз өзіңізге бір жеріңіз тырысып жүргендіктен адамдардың барлығына тиісіп жүресіз. Сіз тырыспай жүріңіз. Сіз расслабленный состояниеде жүріңіз. Сіз бақытты болыңыз. Сіз бақытты болған кезде не болады? Бүкіл әлем бақытты болады. Бүкіл әлем бақытты болады. Сіз тазармай, айнала тазармайды. Сіз тазарған кезде ақшада, байлықта, махаббатта, мейірімде, тойда, бүкіл жақсы мерекелерде, барлық керемет заттар сіз тазарғанда болады. Сіз тазармай, айнала тазармайды. Қазақстанның былыққа батып жатқан себебіне сіз де кінәлісіз. Сіздің де былығыңыз бар оған қатысты. Сондықтан біз тазарсақ, бүкіл әлем тазарады. Қазақстан тазарады, ауылыңыз тазарады, еліңіз тазарады, руыңыз тазарады, тегіңіз тазарады, балаларыңыз, жеті ұрпағыңыз тазаланады. Сіз тазарыңыз. Су жайлап көтеріле бастады. Жайлап көтеріліп жатыр. Мойныңыздан жоғары қарай көтеріліп жатыр. Сіз иініңізді көтеріп тұрсыз, аузыма кіріп кетпесін деп. Жақсылап 11 рет жай демалайық, гармонично, бақытты болып демалайық, бүкіл бақытты сезінейік. Денемізге зафиксировать етіп алайық осы бақыттың барлығын. Денеде бүкіл нелер сақталсын состояние. Жайлап 11 рет демалайық. Мұрынмен терең демаламыз, аузымен шығарамыз. 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 Су жайлап көтеріле бастады, ерніңізге келе бастады. Сіз судың астында да демала бересіз. Сіз қорықпағандықтан, сіз тазарғандықтан судың астында да демалмай отыра аласыз. 1 сағатқа дейін отыра аласыз демалмай. Солай визуально елестетейік. Мұрнымызға жақындады, суға полный кірдік. Басымыздан, шашымыздан су асып кетті. Біз ешқандай саспаймыз, қорықпаймыз, бәріміз суда пайда болдық. Судың ішінде шықтық. Ана Аватар 2 деген киноны көрсеңіздер айтады ғой. Бәріміз судан келдік, суға ораламыз деп. Бәріміз түбінде суға, былайша айтқанда, судың ішінен пайда болдық, судан пайда болдық, бір тамшыдан пайда болдық. Жердің астына түскен кезде де су болып, суда денеміз жайлап суға кіріп кетеді, суға қайтады, былайша айтқанда. Көрдіңіздер ғой, су деген біздің ең неміз сенетін пространствомыздың бірі ғой. Сондықтан суды сезініңіздер полный, судың ішіне кірдіңіздер. Қазір 10-ға дейін санайын, тап-таза болып оянасыздар, сосын тап-таза
кіршіксіз пікірлеріңізді жазыңыздар. Негатив деген бұл жоқ сөзде енді болды. Негативтен тазардық, негативтен тазарттық бір-бірімізді. Бүкіл мына жерде отырған 500-600 мың адам негативтен тазарып жатыр. Қазір 10-ға дейін санаймын, жайлап көзіңізді ашып, таза өзіңіздің тазарған пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұған дейін негатив бар болды, сәл-сәл 10% негатив болды, сол 10% негативиет жоқ. Барлық адам жақсы көреміз, барлық адамға сенеміз, ешкімді жау санамаймыз, ешкімге бір жерімізді тырыстырмаймыз, қабағымызды үймейміз, сіркеміз су көтермей жүрмейді. Сіркемізге айтарамыз, су көтеріп жүр, мен судан шықтым, сен су көтере бер, мен де су көтеремін деп. Сіркеңіз де түсінеді, су көтере бастайды былайша айтқанда. Қазір 10-ға дейін санап, оянасыздар жайлап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көздеріңізді ашыңыздар. Көздерімізді ашамыз, пікірімізді жазамыз, тазарған адамдарды қош келің деп қабылдап аламыз. Өздеріңіздің тазарғандарыңызды сезініп тұрсыздар ма? Күшті дейді. Негативке батып қалғансыздар ғой айналайын. Гүлзия, сіз кеше маған телефоныңызды жазбай жоқ болып кеттіңіз ғой чот. Ұстазға жауап бермеген адамның жағдайы қиын болады. Сондықтан мен не жазам, сразу жауап бересіздер. Мен просто түсіндіріп разбор жасап берейін деп едім. Разбор керек емес болса, керек емес деп айтыңыз. Игнор деген нәрсе жақсы емес, жарай ма? Сразу жауап бересіздер, сразу жоқ да ниет болды. Мынау деген әңгімелер ұнамайды маған. Да ниет қой. Арқа құрысып жатыр дейді. Тап-таза жеп-жеңіл болып қалсын. Аяқтарым әлі үйіп, көзімнен жас шықты дейді. Тамаша сен жас ағады кезден медитациядан дейді. О, жақсы, менің де көзім жас ағады. Нормально. Жас жылай алатын адам егер сіз жылай алатын болсаңыз, демек жүрегіңіз әлі бар деген сөз ғой. Қош көрдік, денемде жеңілдік пайда болды. Жылай алмайтын адам жүрегі тас болып қалған деген сөз. Светой бір адам көрінді, бірақ кім екен білмедім дейді. Тап-таза болып қалдым, рахмет сізге дейді. Біз өзімізді күнәһар сезінеміз барлығымыз. Барлығымыз өзіміздің жасаған жаман әрекеттерімізге көп басымдық береміз да, сөйтіп біреуге бірдеңе сататын кезде, біреуге бірдеңе ұсынатын кезде, біреуге бірдеңе ақшасын алатын кезде не істейміз? Өзімізді негатив суда шайқалып отырған сезім болады. Солай болады өзі. Негативке батып қалғандықтан от души айта алмаймыз. Себебі өзіңді бір өтірікші, өзіңді бір нашар адам сезінесің де, күнәһар адам сезінесің. Сол күнәдан тазарған кезде сен ешкімге ештеңе сатпайсың, сен адамдарға жай ғана жақсылық жасайсың. Тәтті балалық шаққа оралдым, марқұм әкем мен шешем бауырларым болды, көзімнен жас кетті дейді. Аллаға саншыр шүкіршілік есінеп көзімнен жас шықты, рахмет, миым тынып қалды дейді. Бір желкемден тонна түскендей болды. Мен бірінші рет қатысып отырмын, негізі рахмет сізге дейді. Көзімді ашқанда бөлмеңше мөлдір болып, оң аяғым дызылдап кетті дейді. Солай болады, квантовый скачок жасау үшін альфа состояниеге өту керек па дейді. Біз медитация жасаған кезде, Дулат Слям Ахмет, біз медитация жасаған кезде альфа состояниеге өтеміз. Альфа состояние деген сол адамның ешқандай уайымсыз, расслаблен дейді. Напряжениесіз отырған состояниесін альфа состояние деп атайды. Альфада герцтер төмен болады. Жай толқындар, ми жай демалады. Сол квантовый скачок жасау үшін альфа состояниеге өтесе. Екі құлағым бітеліп қалып, басым ауыр болды. Есіней бердім, дірілдеп кеттім, көзден жас кетті дейді. Көзімнен жас кетті, есінеп кеттім, арқам тырысып жазылды дейді. Ми тынығып қалды дейді. Керемет жеңілденіп қалдым дейді. Ер адамдардың өздерінің милары дірілдеп, тынығып жатыр. Барлық өкініш, уайым, қызғаныш барлық суға кетіп таза болдым дейді. Бүкіл денеммен сезіндім дейді. Судың дәмі тамаша, тәтті, судың іші түнерді, сосын жарық келді дейді. Бүгін күшті сезіндім. Тура сіз айтқанда судың шылпылдағаны бәрі күшті сезіндіреді дейді, тема дейді. Басында ернімнің шетінен сілекейім ақты дейді. Жақсы. Су деген нормально, аққан суда тұрған ештеңе жоқ. Бірнеше рет сүрттім, соңына дейін тамам ең аузымда да су ұшып кетті. Соңына таман екінші сол жағынан солай болды. Су салқын болғанда денем онша жайлы сезінбеді дейді. Рахмет сізге, енді жасап жатыр едім, үйдегілер оянып, үзіліп қалды, әппақ болып ақ бөлмеде күшті сезінбейді. Қолдарымен үйіп, көзден жас шықты дейді. Көк денизде болдым. Динозавр қасыма келді дейді. Маған зиянын тигізбеді дейді. Зиянын тигізбеді,
содан шығасын кезде качелямен шықтым, күшті сезімді, көздері жасқа толды дейді. Күшті пікір деген өте көп, бәрін оқи бермей қой. Ақ бөлмеде жерде отырып тіземді құшақтап отырған көрінді дейді. Осы отырмысының өзі керемет. Қазір денем жылына бастады. Жүректен бір вибрация сезіндім, қорқыныш болған жоқ дейді. Керемет. Жалпы мотивация деген не? Мотивация деген не? Осы сұраққа бірнеше жауапты оқып жіберейік. Мотивация деген не? Бәріміз мотивация үшін, мотивациямен өмір сүреміз болып кетті ғой соңғы кезде. Маған да бөгет болды, дегенмен сондай керемет болды дейді. Мотивация деген не? Бір ауыз сөзбен айтып жіберіңіздерші, не ол мотивация деген? Почему-то в сон несколько раз клонило дейді. Солай болады, это нормально. Мен де судан қорықтым, кейін судан денемді үйреттім. Шабыттану дейді. Шабыттану, қозып кетесің да, шабыттану деп жасағың келеді. Мотивация деген нәрсе керек. Бүгін мотивация деген не? Альфа состояние деген түсіну үшін бірінші екінші сабақты қарау керек. Бірінші екінші сабақты қарамасаңыздар түсінбейсіздер. Мына 5-ші сабаққа дейін түсіну үшін, әңгімені түсіну үшін алдыңғы 4 сабақты қарауыңыз керек. Ол 4 сабақтың барлығы парақшада тұр. Ютубта 3 сабақ тұр, бүгін 4 пен 5 саламыз. Қарасаңыздар, ізденіңіздер, оқыңыздар, ағайындар. Неге жалқаулана бересіз? Неге еріншексіздер? Қайда кетпей жатыр? Ютубта, тиктокта болмайтын видеоларды қарап та уақыттарыңызды өткізесіздер ғой. Неше түрлі болмайтын сұхбаттар, болмайтын подкасттар, болмайтын қырт әңгімелер, болмайтын әзілдерді де көріп өткізесіздер ғой. Өтініш мына 5 сабақты қараңыздаршы, Құдай үшін. Мен үшін қарамасаңыздар, Құдай үшін қараңыздаршы. Өзің үшін қарамасаңыздар, мен үшін қарамасаңыздар, Құдай үшін қараңыздаршы. Өмір бақи сізге білім болады. Миллион теңгенің білімі осы 5 сабақты қарайсыз. Миллион теңгеңізді аласта салып жүресіз ғой Каспиймен. Ахмет Нұреке, түсіндім өмірдің мәнін деп. Өмір бойы сізге өмір түсіндірмеген ғой ешкім. Сіз түсінбеген, сіздің өмір жайлы біліміңіз төмен өте. Сол өмір жайлы білімді сіз алып шығасыз. 5-ақ күнде 7 сабақ оқысаңыз, вообще докторантура бітірген адаммен тең деңгейде сөйлесетін боласыз ғой. Ғылым жағынан емес, өмірге деген көзқарас жағынан, әлемге деген дүниетаным жағынан кругозорыңыз өседі. Просто осы 5 сағат қараңыздаршы. Ортасында қосып алсыздар да анау не, мынау не деген сұрақтар раздражает, если честно. Квантовый скачок деген не деп отырса, шапалақпен тартып қалғым келеді бетіне. Қарасай, бірінші сабақты қара, екінші сабақты қара, үшінші сабақты қара, төртінші сабақты қара. Өшіріп тастамай тұрған кезде қарап алыңыздар. Өшіріп тастайын бір аптадан кейін. Қарап алсаңыздар, 5 рет, 10 реттен қарап алыңыздар. Ана пока миың істемей қалған, миыңа до конца кіріп, қатып қалған, сіресіп қалған точкілеріне бүйтіп, ағып, жетіп, бүйтіп мына нейронный сөздер тұз жалғанғанша қарай бер. 5 рет, 10 рет қара. 1 рет қарау аз, сен себебі өмірде білім алып көрмегенсің, нормальный білім. Сенің алып жүрген білімің видео сабақтар, 10 минут, 20 минут, 5 минуттық видео сабақтарды қарап өскенсің. Өтір-көтір қарайсың да, курс оқыдым, нәтиже болмады деп қолды бір сілтеп жүрген адамсың сен. Ешқашан оқып көрмегенсің, сен кітаптың бетін ашпағансың. Саған көп оқу керек. Мектепте дұрыс оқымадың ба, университетте дұрыс оқымадың ба, өміріңде бір 10 кітап оқымасаң, саған мына курсқа жату керек, күніне 10 реттен қарау керек. Әр сабақта мен кемі 10 сабақ, 10 кітаптың білімін, 2 тренингтің білімін беремін. Әр сабақта. Сол үшін бұл 2 сағат созылады. Мыжып оқытамыз, мыжып. Өйткені адамдар бір мысалмен түсінбейді, мен 4 мысалмен, 3 мысалмен түсіндіремін әрбірінен. Сондықтан қараңыздар, өтініш. Құдай үшін, Құдай ақы қараңыздаршы. Қараңыздар, сұрамаңыздар, альфа состояние деген не, квантовый скачок деген не, ол кім үшін керек, не үшін керек, нәтиже шығу үшін не істеу керек, неге менің миым постоянно дызылдап тұрады, басым ауырып жүреді, неге мен бірдеңе істеп алсам ұйқым келеді деген элементарный сұрақтарды бірінші, екінші сабақта өтіп тастадық біз. Біз қазір 5-ші сабақта жүрміз, 5-ші курста жүрміз былайша айтқанда. Сіз әлі 1-ші, 2-ші курсты оқымай 5-ші курсқа түсіп, аузыңызды аңқиып отырсыз. Мотивация деген не? Мотивацияны сырттан іздемеңіздер негізі. Мотивация деген сіз, мотивация деген өмір. Мотивация деген сенің әке-шешең, мотивация деген сенің бала-шағаң. Мотивация деген ол адамдағы, айналадағы адамдар. Мотивация деген Алла тағаланың саған берген бір күні. Алла тағала саған бүгін білім алсын, жұмыс істесін, адамдарға бір пайдасын тигізсін, қоғам үшін бір не істедім деп сұрақ қою керек. Таңертең адам тұрған кезде ұйқыдан, мен еліме, қоғамға бірдеңе бере алдым ба?
или тек қара басымның қамы үшін жүрмін ба деген сұрақ қою керек. Егер тек өзіңіздің тамағыңыз, өзіңіздің киіміңіз, балаңыздың ойыншығы үшін ғана өмір сүретін болсаңыз, сізге қоғамға бір түйір пайдаңыз жоқ деген сөз, көрдіңіз бе? Әрине енді баланы өсіріп аласыз, тәрбиелейсіз, ертең ол қоғамға бірдеңе беруі мүмкін, ол да бір пайдалы іс. Бірақ адамға, отбасымыздан, әке-шешемізден басқа айналаға бірдеңе бере алдық па біз? Әр адам ойлану керек та, мен бүгін не бере аламын айналаға? Жарайды, беретін біліміңіз жоқ, беретін энергияңыз жоқ, энергия жоқ, білім жоқ, дым жоқ сізде. Күле алмайсыз. Хотя бы күле алмайсыз болғанда. Энергия жоқ, бере алмайсыз, көмектесе алмайсыз адамдарға. Не беруге болады? Күліп жүр, айналаңа күліп жүр, жай ғана күліп жүр. Айналаға нұрыңды шашып жүр, күліп дейді, ақтау, деп. Жақсы сөзіңді айт, рахмет деген сөзді көп айтыңыздар, кешіресіз деген сөзді, аман болыңыз, бақытты болыңыз, Алла разы болсын деген сөздерді көп айту керек. Жолың болсын, Тәңір жарылқасын, жаратқан жар болсын деген сияқты. Көп қой қазақта сөз Құдайдың. Құдай жолыңды жаңа не дейді? Оңғарсын дейді ма? Жолыңды ашсын дейді. Көп сөздер, жақсы сөздер айту жүрміз керек. Қоғамға құрығанда жақсы сөз берейікші. Жақсы сөз. Ақша бермей қойыңыздар, білім бермей қойыңыздар. Жұрттың жаңа бір көзін ашпай қойыңыздар. Просто күліп жүрсеңіздер, көшеде барлық адам күліп жүрсе бақытты. Біреу-бірімен ұрысып, төбелесіп жүруге болмайды. Оқыған адам ұрысып төбелеспеу керек мүлдем. Оқыған адам біреуге ренжімеу керек. Оқыған адам нервный болмау керек деген сияқты, иә. Оқыған адам тупой сұрақтар қоймау керек. Мотивация деген сіз, мотивация деген өмір. Мотивация деген тұнып тұрған сіздің үсті басыңыздың бәрі мотивация ғой. Шашыңыздан бастап башпайыңызға дейін мотивация. Мотивация сіздің атқан таңыңыз, қанған ұйқыңыз, деніңнің саулығы, жүрегіңнің соғуы, көзіңнің көруі, құлағыңның естуі, 12 мүшең сау. Сен полноценный адамсың, толыққанды адамсың сен. Әлемде 60 миллион көзі көрмейтін адам бар екен. 60 миллион көзі көрмейтін адам бар. Зағип жандар бар. Құлағы естімейтін қанша миллион адам бар. 12 мүшесі сау емес қанша адам бар. Ұйқысы қанбай соғыспен оянатын, айқай-шумен оянатын қанша адам бар. Таңы атпай өліп қалып жатқан адамдардың саны қаншама. Жүрегі соқпай қалып жатқан адамдар қаншама. Сіз осының бәрін есептегенде бірнеше миллиард адамға қарағанда сіз дәл қазір бақыттысыз. Басыңызда кришаңыз бар ма, шатырыңыз бар ма төбеңізден, или жаңбыр су өтіп жатыр ма төбеңізден? Басыңызда криша над головой дейді, басыңызда кришаңыз болса, астыңызда жер болса, үстіңе киетін бір кебінің болса, бір әйтеуір бір жабылатын бір шөберек болса, мата болса, демек сен бақыттысың. Сенен бақытты жан жоқ бұл өмірде. Сенен бақытты жан жоқ. Сен өзіңді салыстырма. Анау шетелге барып жатыр, мынау көлік алып жатыр, мынау iPhone алып жатыр 15 Pro деп. Мынау жаңағыдай Cartier алып жатыр, Prada алып жатыр, Louis Vuitton алып жатыр. Ана басты кептіретін заттың аты не екен? Dyson алып жатыр деп өзіңді жұртпен салыстырма. Жұрттың көрген қиындықтарын сіз көрген жоқсыз. Біз сөйтіп жұртқа еліктеген кезде анау сияқты осы қалай осындай қымбат бай өмір сүреді екен, осы қалай осылай дәрежеде жаңағыдай жүреді екен деп біреулерге қызығамыз ғой стористеріне қарап. Сөйтіп қызыққан кезде біз оларды қиындығымен көшіріп алады екенбіз ғой. Сондықтан бізге олардың проблемасы керек емес салыстырып. Зачем? Олардың әдемі болып жүрген өмірлері күшті болғанмен проблемасы да өте күшті. Оған көп адам жүрегі шыдамауы мүмкін да. Сондықтан біреуге қызыққанды қойыңыздар бүгіннен бастап. Біреуге еліктегенді қойыңыздар. Біреумен өзіңізді салыстырғанды қойыңыздар. Сіз индивидсіз. Сізге дейін де қанша миллиард адам өмір сүрген, қанша 100 миллиондаған адам өлген, қайтыс болған. Және біз сізден кейін де 100 миллиондаған адам туылады, миллиард адам туылады. Бірақ тура сіз сияқты әлемде адам болмайды. Тура сіз сияқты. Сіздің кванттарыңыз адамдардың кванттарынан ерекше. Сіз ерекше жансыз. Сіз особенныйсыз. Көрдіңіз бе? Құдай сізді ерекше қылып құрастырған ғой кванттардан. Көрдіңіз бе? Сіз сияқты адам сізге бұл біздің заманымызға дейін, осы заманға дейін де, бүгінгі күнге дейін де ешкім болмаған, тура сіз сияқты. Бұдан кейін де қанша миллион жыл, миллиард жыл өмір сүрді, тура сіз сияқты адам өмір сүрмейді. Өзіңнің ішіңнен шыққан балаң да тура сен сияқты болмайды. 90% ұқсауы мүмкін, бірақ 5-10%, 1-2% бәрі бір жерлер ұқсамай кетеді. Көрдіңіз бе?
Демек, біз өзіміздің әлемде жалғыз штук оригинал екенімізді білсек, жалғыз штук оригиналмыз. Бір штуксың ғой сен әлемде, бір штук оригинал, көшірмең жоқ сенің. Демек, сен номер 1-сің әлемде. Сен номер 1-сің өз салаңда, өзіңнің өмір сүріп жатқан әлеміңде номер 1. Сен жер жаһанда номер 1-сің. Ойбай, номер 1 екенмін деп жаңа эгоға беріліп кетпеңіздер, құтырып, сіз тазардыңыз ғой бағана. Енді осы уверенностьті, осы самооценканы неге қолдану керек? Халыққа қызмет ету үшін, елге қызмет ету үшін. Алла тағаланың, жаратушының, Құдайдың нығметтерін адамдарға түсіндіру арқылы сіз не істейсіз? Сауап жинайсыз, былайша айтқанда. Біз өзіміздің істеп жатқан сабағымыз арқылы, мен өзімнің сабағым арқылы, күндегі эфирлерім арқылы, сіз өзіңіздің тігетін киіміңіз арқылы, біреу сауатын сиыр арқылы, шығаратын сүт арқылы, мысалы, біреу өзінің сатып жатқан бады арқылы, біреу өзінің бағып жатқан баласы арқылы, біреу өзінің мотивация беріп жатқан күйеуі арқылы, әркім әртүрлі жолмен бұл әлемге қызмет етіп жатыр. Ешкімді құнсыздандыруға, ешкімді бір табалауға, ешкімді жазғыруға, ешкімді кінәлауға болмайды. Таксист өзінің таксиін айдап жүріп халыққа қызмет етіп жатыр. Жазушы кітабын жазу арқылы халыққа қызмет етіп жатыр. Сауыншы сиырын сауып бізге сүт беріп жатыр. Мына гүл, мысалы, бір гүл тұр да, хризантема ма не мынау? Алынбайды екен. Хризантема деген гүл тұр. Осыны бір гүл өсіруші баптап өсірді бір агроном теплицада. Немесе бау-бақшада. Біреу флорист оны неді мәпелеп бізге дейін жеткізді. Қанша бір гүлдің артында қаншама еңбек тұр. Мына эфирдің артында қаншама Қазақ Телекомда, қаншама Қазақстанның IT саласындағы адамдар тұр. Мына интернет бізге жетіп, біз 1 теңге төлемей сабақ оқып жатырмыз, миллион теңге саған. 1 теңге төлемей, ойлаңыздаршы, 1 теңге төлеп жатқан жоқпыз. Интернет тегін, Құдайға шүкір да, былайша айтқанда, тегін ғой енді. 5000 теңге, 6000 теңге деген тегін негізі интернет үшін. Рахмет айтайық осы интернеттің артында тұрған. Бағдат Мусиннан бастап премьер-министр бәріне рахмет айтайық. Осындай интернет жасап беріп қойғанына. Андай замандар болды ғой. Түндігі 12-ден таңғы 8-ге дейін бірдеңе істемейді деген замандар болды кезінде. Тоқтап тұрады, сосын барып істейді деген сияқты. Ондай замандар жоқ. Күні-түні интернет ашық. Білім алам дейсің ба? Ашық. Жұртқа сауап жасаймын дейсің ба? Ашық. Жұртқа пайдаң тигіземін дейсің ба? Ашық интернет. Халыққа қызмет етемін дейсің ба? Үйді аралап қызмет етудің қажеті жоқ. Бая Махатма Ганди сияқты көше аралап, яссауи аталарымыз сияқты аралап жүріп, ел аралап жүрудің қажеті жоқ. Интернетке шығасың болды, ел өзі келеді сенің территорияңа. Мүмкіндік, технологияның мүмкіндігі. Алаш ордалықтардың заманында интернет болғанда не болады? Миллион кітап жазып тастайтын шығар олар. Интернет жоқ, ойлашы. Бір жиналысқа, құрылтайға бару үшін мына Семейден шығады, Атырауға дейін 1 ай ма 2 ай шауып баратады. Неден Шымкент жақтан шығатын болса, Ақмешіт жақтан, Қызылорда жақтан шығатын болса, Семейге жетем дегенше 1 ай 2 апталап шабатын болған. Біз қазір самолетке отырып 2 сағаттан кейін 1 сағаттан томп ете қаламыз. Біз оперативный болып кеттік, біз жылдам болып кеттік. Мысалы, Керей мен Жәнібектің заманындағы 50 жыл мен қазіргі 5 жыл тең почти. Себебі олардың 50 жылда көрген нәрсесін қазір біз 5-ақ жылда көріп тастаймыз. Даже 1-2 жылда көріп тастаймыз. Яғни біз не? Осы ата-бабаларымыздың арқасында, ата-бабалардың жер үшін, ел үшін шахид болып кетті ғой, ел үшін, жер үшін былайша құрбан болғанының арқасында біз қазір олардың сүрмеген өмірлерін көріп жатырмыз. Қазақтар айтады, сүрмеген өмірін немерелеріне, шөберелеріне берсін деп айтады. Бір адам қайтыс болған кезде, дұрыс па? 80-ге 90-ға келіп қайтыс болса, бұл той дейді. Яғни асарын асады, жасарын жасады, көрерін көрді, былайша айтқанда. Дейді да, 80-90 жасқа, үлкен 100 жасқа келсе, той ғой бұл дейді да, ешкім жыламайды. Себебі білет, не үшін жылайды? Оны қимастығы жоқ та, оған деген не? Светлый память қалды дейді ғой. Жақсы естеріктер қалғанда. Қатты қимай жылап, ондай жоқ. Жылайды, көңілі босағандықтан жылайды. Бірақ андай жоқ та, Құдайға, неге Құдай жаздың, өлтірдің деген әңгіме жоқ. Сондықтан біз сол ата-бабаларымыз сондай көп аталарымыз қайтыс болған кезде сүрмеген өмірін немере шөберелер сүрсін деп айта бергендіктен біз қазір 5-10 ата-бабамыздың өмірін сүріп жатырмыз жалғыз өзіміз. Ойлаңыздаршы, олардың заманда интернет болған жоқ өйткені, олар көп нәрсе көрген жоқ. Олар өмір бақи ары кетсе
білмеймін, 20-30 кино көрген шығар. Сен 20-30 киноны сен бір аптада көріп тастайтын адамдар бар. Көрдіңіз бе, бізде қазір ақпарат алу жылдамдығы өте жоғары, ақпарат білім алу мүмкіндігі өте жоғары. Біз осының өзі үлкен мотивация. Бізге көп білім алу керек. Біз Қазақстанды көтеруіміз керек. Біз әлемдік деңгейде үлкен мемлекетке айналуымыз керек. Біз қашанғы тупой болып жүре береміз, қашанғы артта қалған мемлекет болып жүре береміз. Квантовый деген не, альфа состояние деген не, бұл қалай, о қалай деген сұрақтардан арылыңыздар ағайындар. Көз ашылатын уақыт келді ғой. Қанша күннен бері ұрсып та айтып жатырмын, мақтап та айтып жатырмын, жай сөзбен де айтып жатырмын, айқайлап та айтып жатырмын, әртүрлі эмоциямен айтып жатырмын. Әркімге әртүрлі әсер етеді өйткені. Күлдіртіп та айтып жатырмын, жылатып та айтып жатырмын, көздеріңізді жұмып қойып та айтып жатырмын, ашқызып та айтып жатырмын, жаттығу жасатып жатырмын, прород жасап жатырмын. Не істейін енді мен сіздер үшін, оқуыңыз үшін, білім алу үшін не істейін? Сіздердің көздеріңіз ашылып, көкіректеріңіз ояну үшін не істейін? Мен таңертең 6-да күнде сабақ өтіп жатырмыз. Менің балам 5-те тұратын болды уже. 5-ші күн уже. 4 күн тұра алмай жүрді. Қазір 9-да ұйықтап, таңертең 5-те тұратын болдық. Бәрі отбасы тұрып алып, таңертең тұрып жүр қазір. Режимге үйреніп жатыр. Мен бір күн істедім, 2 күн істедім, бала шағада үйренді уже. Аз нәрсеге қуана білейік. Өзімізді құнсыздандырамыз. Кішкене бір жетістік болды ма? Сен бүгін сәл көңіл күйің кешегіден жоғарырақ болып тұрдың ба ұйқыдан? Демек қуан. Сенің көңіл күйің керемет. Сен кешегіге қарағанда 1% болса да жақсарып жатсың. Сен кешегіге қарағанда 1 саты болса да жоғарылап жатсың. Аз нәрсеге қуаншы, аз нәрсеге шүкіршілік етші. Аз нәрсеге қуана білсеңіз, көп нәрсеге шүкіршілік етесіз. Алла тағалаға аз берген кішкене ғана мүмкіндігінің өзіне, кішкене ғана бір инсайт алдың ба, түсінік келді ма, басыңа рахмет айт, шүкір де. Алла осындай маған түсінік бергенге, көзімді ашып жатқаныңа, Аллаға шүкір деп шүкіршілік етсең, Алла, мынау деген әлі шүкіршілік етуді білмейді екен ғой десең, маған 1000 есе көп нығмет жібереді да саған. Аз нәрсеге қуана білмеген адам үлкен жетістіктерге жетпейді ағайындар. Қуана білгенге құт қонады дейді. Бағалай білгенге бақ қонады дейді. Қуана біліңіздер. Жұрттың өзіңнің кішкене ғана жетістігіне қуана біл. Бүгін сәл ертерек тұрдың ба, 5 минут болса да кешегіге қарағанда қуан. Мен мысалы 9-да ұйықтадым. 9-да ұйықтаймын деп ойламағанмын ешқашан. Күнде 12-де, 11-де ұйықтап жүрген адаммын. Кеше 9-да ұйықтадым. Мен 5-те, 4:30-да тұрып алдым да жаттым, ойланып 5-ке дейін. 5-те тұрдым. Мен бодрыймын да қазір. Бодрый. 8 сағат ұйықтадым полноценный. Күнде 5-6 сағат ұйықтап жүрген. Ұйқым қанбай тұратын ғой кәдімгідей. Амал жоқ, айтып қойғаннан кейін жұртқа ша кәдімгідей. Жұртқа айтып қойдым, ұят болмасыншы деп, позор болып қалмайын деп тұрып, ұялғанымнан шығып жүрмін шынымен кейбір күндері. Ана материалдар болғаннан кейін пайда болады мотивациям. Ана жазуларды көремін, оқығаннан кейін есіме түседі баяғы нейронный связьдар. Егер мына жазулар болмай қалса, ұмытып қаламын не айтатынымды ше. Ұмытып қаламын да, ұмытып қалғанда сөйлей беремін ғой. Білім деген жадыр ғой, құдай қаласа. Ілім, білім деген жетеді, сөйлей беремін. Бірақ ана жүйелі сөйлемей қуып кетуі мүмкін да. Сондықтан қуана біліңіздер. Өзіңіздің жетістігіңізге қуана біліңіз біріншіден. Балаңыздың кішкене жетістігіне қуаныңыз. Күйеуіңіздің, әйеліңіздің, әке-шешеңіздің жетістігіне қуаныңыз. Адамдардың жетістігі, біреу машина алып жатыр ма, қуан, сен де аласың, құдай қаласа. Сен біреуге қуана білгенде саған да құт қонады. Біреу балалы болып жатыр ма, қуан, өзің балалы болған сияқты қуан. Біреу үй алып жатыр ма, өзің үй алғандай қуан. Салып жібер ақшасын, құр қуанып отыр, сөзбен қуанып отыр. Қазақ барлық нәрсені, қазақтан дейді, бай қазы деген бар, көрімдік деген бар. Қазақ жүрген жерінде ақша таратып жүрген қазақ. Біреуден бірдеңе үйрендіңдер ма, біреуден бірдеңе алдыңдар ма, сразу ақшасын төлеп таста. Жүре берме, халепшік болма, кедей болып қаласың. Ақша шығармасаң, ақша қалай келеді? Шығарасың, келеді ақша. Шығарасың, келеді. Саласың, келеді. Жүрген жерде ақша таратып жүрген ғой қазақтар. Келіннің бетін ашсаң да ақша. Күйеу баладан ана барлық ақша. Бала біреу жүгіріп шықса да ақша беретін баяғыда. Мен білмеймін, әкем бухгалтер болды өмір бойы. Сол бухгалтерлер бай болатын ба әйтеуір. Қолымызға әйтеуір достар келгенде ақша ұстататын постоянно. Ақша алып үйреніп қалғанбыз біз постоянно. Көрген адам бәрі ақша беру керек бізге. Сол сияқты кішкентай балаға да ақша бересің. Пап жаңағыдай сүндет той дейді, ол да ақша. Байғазы дейді, бірдеңе алсам міне байғазы бер дейді, көрімдік деген бар. Барлық нәрсе бізде ақшамен айналған. Сол үшін қазақтар бұрын бай болған. А біз қазір бермейміз ақшаны. Тығып жүре береміз. Ештеңе шығарғың келмейді. Қазір біз не істейтін болдық? Бірдеңе болса жаңағыдай қиындыққа ақша жинайтын болдық. Байқайсыздар ма? Біреудің баласы өлейін деп жатыр, біреудің жаңағы ауырып жатыр,
жаңағы ауырмайтын дертке шалдық, потому что жақсы нәрсеге шықпаған ақша жаман нәрсеге шығып жатыр. Жақсы нәрсеге шығарсаңыздар жаман нәрсе болмайды. Кесапат қашан келеді? Пейілің тарылып кеткен кезде болады. Трагедия қашан болады? Адамдардың пейілі тарылып кеткен кезде болады. Сіздер адамдар қуанып жатқан кезде ақша салсаң, біреу үй алдым деді ма, салып жібер. Диплом алдым деді ма, салып жібер. Үйлендім деді ма, ақшасын салып жібер. Сабақ өтті ма, салып жібер. Білім берді ма, салып жібер. Эмоция берді ма саған, біреу эмоция беріп жатыр, біреу блогер, ол білім бермейді, ол эмоция береді саған. Күнде сторисін қарайсың, біреудің сұхбатын қарайсың. Қаншама қазақтың жігіттері контент жасап жатыр, керемет подкасттар түсіріп жатыр, сұхбаттар түсіріп жатыр. Ана стендапта қанша күшті жігіттер жүр, соларға ақша салып жіберсеңіздерші. Соларға ақшаны қимағандықтан не істейсіздер? Соны жаңа ауруға, өлімге жұмсап жатырмыз ақшаны қазір. Егер жақсылыққа жұмсасақ, жамандық болмайды. Жақсылыққа ақшаңды қимасаң, жамандыққа жұмсайсың. Көрдіңіз ба? Ана үйде тұрған ақшаға өзіңе білім алмасаң, өзіңе жақсы киім алмасаң, өзіңе жақсы бір сыйлық жасамасаң, ол жаман нәрсе етіп қалады. Машинаны соғасың, просто 100 000 бересің біреуге. Көрдіңіз ба? Жақсы нәрсеге жұмсаңыздар ақшаны. Жақсы нәрседен ақшаны аямаңыздар. Қуана білгенге құт қонады деген осы. Біреудің жетістігіне қуаныңыздар. Сөзбен қабағым тартылып жатыр. Эмоция деген ұрып тұр ғой, энергия деген ұрып тұр. Біреудің жетістігіне қуанған кезде сөзбен ғана қуанып қоймай, ақшамен 10 000 теңге, 5 000 теңге, 100 теңге жіберіп жүрмеңіздер. 500 теңге, 5 000-нан жоғары болсын ставка, хотя бы $10 ғой. $10 бастап берейік. Чай беріп кет официанттарға. Күшті тамақ берді ма, ақшасын төле. 2 000, 5 000 теңге тастап кет ана қыздарға, балдарға, студенттер жетіскеннен жүрген жоқ қой официант болып. Гловода тамақ, Яндексте жүрген жігіттерге бер бір 2-3 000 теңгесін, 1-2 000 теңгесін. 1000 теңгеден төмен болмау керек қой чай бей деген нәрсе. Қуанып қалады бейшара. Таксистерге беріп кет 1000 теңге. Тағы кім бар? Бір ателең бар, постоянно шашын жасататын бір қыз бар. Мен шоколад алып жейсің деп 2 000 тастап кетші. Анау күні бойы позитивте жүреді. Саған сол 2 000, 20 000 болып, 200 000 болып келеді. Сенбесеңіздер істеп көріңіздер. Бағалай білгенге бақ қонады. Өзімізді бағалайық. Самооценка деген сөз, оценка. Баға, лау. Өзіңе баға қоясың, 5, 3 де. Күнде өзіңізге 5 деген баға қойыңызшы. Күнде өзің самооценка, самооборона деген сияқты өзіңді бағалау. Өзіңді, оны қазақ баяғыда айтпайды, орыстар самооценканы как поднимать самооценка, как поднимать кундалини деп қуып жатыр ғой қазір. Оның бәрі қазақта бар. Қазақ бағалай білгенге бақ қонады, болды. Өзіңнің самооценкаңды көтерсең бақ қонады дейді. Бақ дегенде бақ, дәулет. Құт дегенде құт, береке. Құт деген энергетика. Сен жолың ашыла береді. Поток, құт, береке деген энергетиканың күшейіп, поток ашылады, портал ашылады. Қазіргі тілмен айтсақ. Бақ, дәулет деген ол изобилие орысша. Байлық. Ол ақша, шексіз ақша. Бақ, дәулет. Бағалау өзіңді, ақша келеді. Өзің бағалайсың. Сұрайды, сен мына нәрсе услуганы қаншаға жасайсың? Сен қымбат бағалау өзің. Неге арзан бағалауың керек? Міне мына кітапты оқыңыздар, өздеріңіз қымбат бағалай алмасаңыздар. Продай себя дорого деген кітап міне. Продай себя дорого деген кітап. Маған теріс айналдырып жіберетін қайсы екен? Короче, осы міне. Джо Джирард деген кісі. Продай себя дорого. Осы кітапты оқыңыздар, өзіңіз қымбатқа сатасың. Бағалаңыздар өздеріңізді. Ой, мынау не болып кетті? Басқа жағына шығып кетті. Болды. Бағалай біліңіздер. Өзіңізді бағалай білсеңіз, өзін бағасын білген адам жұрттың да бағасын біледі. Өзін құнсыздандыратын адам, мен ничего не стою, мен бейшарамын, сорлымын, бейбақпын деген, мен бір тиында тұрмаймын мен. Өзім тегін бере салам, қалың малсыз деген адам. Қазақ кезінде қалың мал берген, қалың мал деген ол қызды сатып алу емес. Просто қалың мал деген ол бағасын беру керек әр нәрсені. Оны сен қанша қымбатқа сатып алсаң, сонша бағасы болады. Құны болады ол нәрсенің. Келінге әңгіме айта алмайсың сен. Түріктерде не үшін Түркияда ажырасу аз дейді да қазір. Өйткені қызға 10 миллион, 40 миллион теңге төлеп үйленесің. Кім Қазақстанда 40 миллион теңгеге үйленетін болса, қазақтың әрбір жігіті ойланып, мың толғанып, бір-бірімен әбден танысып үйленер еді. Бізде қазір қалың мал жоқ, рахат. Барасың да үйлене саласың, бір мешітке кіресің да үйлене саласың, сосын ажырасудан
болмай қалды деп егоппен ажыраса салады. Жеңіл болып кетті үйлену деген кез. 40 миллионға үйленетін болсаң, егер қазақтың қызын 40 миллионға сатып алатын болсаң, ол кәдімгі ол актив болып саналады да. Актив, сен бір көлік сатып алған сияқты, үй сатып алған сияқты, үлкен мүлік деп қарайсың деп. Құдай сақтасын. Сөзімді қайтып алдым, мүлік емес, бір бағалы, ценный бір бумага сияқты қабылдайсың. Бумага деген де қате болып кетті. Бағалы зат деп айтуға да келмейді. Енді бағалы адам деп санайсың деп айтайықшы. Бағалы адам деп санайсың. Бағалы адам деп санайсың. Сен оны ұрмақ түгілі, өлтірмек түгілі, сен оны қолыңның ұшын тигізе алмайсың. Өйткені ол сен алған кезде 40 миллион болды. Ол жыл сайын бағасы өсіп жатыр, акция өскен сияқты. 400 миллион тұратын адам тұрса алдыңда да, мысалы. Сен оған ұрмақ түгілі, әңгіме айтпақ түгілі не істейсің? Сен оны бағалай алмайсың. Сондықтан қымбатқа бағалау керек деп ойлаймын әрбір адам өзін. Сонда әрбір жігіт ойланады. Менің жағдайым жете ма мынаны асырауға? Шамам жете ма? Жетпей ма? Анау сөз бар ғой, махр дейін ма? Махр деген ол страховка деген сөз ғой. Күйеу қайтыс болып кетсе, не дай болып та, Құдай сақтасын. Немесе жоқ болып кетсе, ішіп кетсе, қылып кетсе, казино ойнап кетсе, олимпиадке ақша тігіп, лудоман болып кетсе, бұл әйел спокойно, рахаттанып, шалқып өмір сүретін, ода ақша болу керек, 1 жылға жететін. 1 жылда ол есін жияды, ол 1 жыл стресске кіреді, 1 жыл психологқа көрінеді. Значит, сен әр айына миллион теңге берсең, сен 12 миллион теңгенің затын беруің керек қой минимум махрға. Егер үйленетін қызыңа 40 миллион берсең әке-шешесіне, оның махрына 12 миллион берсең, 52 миллион болды ма? Той жасамайсың ол кезде сен. Айтасың, той керек емес құрсын. Осы жетеді дейсің осының өзі. Зато ана 40 миллионны ана әйелге сен артық әңгіме айта алмайсың. Ол да сенен мынау ертең мен асыраушымдан айырылып қалам, мына бейшарадан жаңағыдай табысымнан айырылып қалам деп сені қорқып өмір сүрмейді, спокойно өмір сүре береді ол. Жарайды, бұл бөлек тема, бағалай біліңіздер. Әйелдер өздерің бағалаңыздар. Еркектер өздерің бағаларын біліңдер. Өзіңнің бағасын білген адам біреуді құнсыздандырмайды. Маған айтады, ой, сіздікі қымбат қой. Қымбат деген әңгіме жоқ. Мысалы 10 миллионда менің наставистом 10 миллион. Қымбат қой. Мен 10 миллионға зато гарантия беремін. Зато мен результат беремін. Өмір сен 5 миллион, 4 миллион, 3 миллион таусың. Өмір сен 5 миллионнан аспағансың. Сен 10 миллионға шыға алмайсың, сен жалғыз өзің жүрсің. 5 жылдан бері жүрсің, 10 миллионға шыға алмайсың. Мен сен 2 айда шығарып беремін. Не үшін 10 миллион алмаймын мен? Өмір бойы шеше алмаған вопросын біреу шешіп берсе, 10 миллион, 100 миллион берсең де тұрады. А 10 миллионды ол не істеп тұр? Ол өзіне қимайды. Адам өзіне қимау дегені өз-өзіне қимайды дейді. Ақшаны өз-өзіне қимаймын деген өз-өзіне орыста позволение дейді. Өз-өзіне позволять ете алмаған адам жұртқа да позволять ете алмайды да. Сондықтан өзінің бағасын білген адам біреудің бағасын бағалайды. О, базар жоқ, мынадай да баға қоюға болады екен, базар жоқ. Керемет деп бағалайды. Біреуді құнсыздандырмаңыздар. Қымбат деген сөзді айтудың астарында сенің құның бұған тұрмайды ғой. Сен бұндай тұрмайсың ғой деп айтады да. Өткенде мен Рихсста Рихсс президент Астана деген бар. Казмедиаға қарамағыз, Қонаев деген көшенің бойында. Сол жерде бірде 2 миллион теңгелік 2 күніне бірде 2 миллион төлейсің ана номерге. 4-5 бөлме. Президентский номерде жаттық та 2 күн. 2 күн енді 2-4 миллион тұрады. Сол президентский номерде жатып түсірдім мен. Президентский номерде жатып қуанып жатырмын ғой мен бейшара. Қуанып түсіріп жатырмын, шокпын кәдімгі. Ол жерде Тони Блэйр, Ангела Меркель жатқан, Саркасян деген жатқан, сондай келең. Әлемдік операның, әлемдік президенттер, канцлерлер, премьер-министрлер жатқан жерде мен де жаттым ғой деп бақытты жүрсем, 1 миллион 200 тұрады күніне. 2 күнге 2-4 миллион тұрады деп қуанып жүрсем, бәрі жазды астына. Ей, мына адам менің деген времянкім жақсы ғой. Мынау 1-2 миллион тұрмайды ғой, не құдіреті бар, бірдеңе, шірдеңе. Яғни олай айтқан адамдар өздерін ешқашан ондай қымбат нәрсеге өзін қимайды. Өзінің құнын білмейтін, өзін тегін жұмыс істеп жүрген адамдар ғой аналар примерно. Кейбір өзін бағалайтын, кішкене көзі ашық, өзінің бағасын білетін адамдар күшті екен, бізде сезінейікші, бізге де жұғысты болсын деп жазды. Мебельдері нашар ғой. Әңгіме сен ол жерде мебель үшін төлемейсің, әңгіме сен оның дизайны үшін төлемейсің. Сен оның атмосферасы үшін төлейсің, сен оның энергетикасы үшін төлейсің. Сен оны просто барып көріп сезіну керексің. Мен оны сезіндім. Бұл әлем 99.9% энергиядан тұрады.
Біз сен 0,1% көрген нәрсеңе баға беріп тұрсың да. Тура сол сияқты сен біреумен келесің, ол келеді, менің атым Нұрлан Жанай, мен 10 миллион тұрам, 2 ай жұмыс істеймін, сізбен жеке десе, сен менің шашыма, бетіме қарап баға берме, киіміме қарап баға берме, тағы не, жаңағы үсті басыма қарап баға беруді керек та, сен көріп отқаның 0,1% материя, яғни қолмен ұстай алатын, көзбен көре алатын затын. 99,9% нәрсені сен миың жетпейді көруге. А сен миың жетпейтін нәрсеге қосып төлеп отырмын. Сен мен тек үсті басыма қарап төлейтін соң 100 мың төлесең жетеді, ал мен 9,900,000-ды мен көрінбейтін нәрсе үшін алып отырмын. Оны просто сезіну керек. Оған деңгей керек. Оған үлкен білім керек, ғылым керек адамға, ілім керек. Көрдіңіз ба? Сондықтан бағалаңыздар, өздеріңізді бағалаңыздар, жұртты бағалаңыздар. Бағалай білген кезде не істейді? Бақ дәулет келеді. Сен біреуді құнсыздандырып, ананың бағасы қымбат қой, сонша миллионға не оқытады, не бәле, не баға, бұлар осылар алаяқ, ақшаны алып, жұртты алдап жүр деген құнсыздандыру болса, ешқашан саған бақ дәулет келмейді. Өйткені сен құнсыздандырдың. Мыңдаған адамға білім беріп, мыңдаған адамға көмектесіп жүрген, кәдімгідей энергетикасы тасып тұрған адамның энергетикасын жер қылып жібердің да. Сен оны жер қылған жоқсың, сен оны өзіңді жер қылдың. Құдайдың алдында мына поле бәрімізге ортақ энергетикалық поле. Сенің айтқан нәрсеңді өзінен басқа ешкім естімейді ғой деп ойлама, бүкіл әлем естиді. Ішіңнен айтсаң да бүкіл әлемге естіледі ол. Естімесек те сеземіз. Біреу ішінен бірдеңе оңбаған деп отырса, сен көзінен көріп тұрасың, сезіп тұрасың. Мен көзінен көрмесем де сезіп тұрамын адам не ойлап отырғанын. Сөйлескен кезде адаммен арам ойда отыр ма, жақсы ойда отыр ма, сеземін да сол айтып жатқан ішіндегі возражениесіне жауап айтып отырамын ғой. Анау сосын ұялып қалады, өзінің ойынан өзі ұялады адам. Өз ойыңнан өзің ұялатын кездер болады. Сондықтан арам ойламаңыздар. Біреуді бағалай білген кезде ғана басыңызға бақ қонады. Өзіңізді бағалай білген кезде. Жұртты бағалай білесіз. Жұртты бағалай білген кезде Құдайды бағалап тұрсыз. Потому что барлық адамды Құдай жаратты. Құдайдың пенделерін құнсыздандырма. Құдайдың жаратқан продуктісіне әңгіме айтпа, оны Құдай жаратқан. Так что сен ешкім емессің. Біз бір адамды сынайтын, бір адамды медейтін, бір адамды өсектейтін ешкім емес. Себебі ол Құдайдың жаратқан продуктісі. Сен Құдайдың продуктісіне әңгіме айтатын дәрежеге жетіп қалдың ба не? Так что өздерің бағалай біліңдер, жұрттың құнын түсірмеңіздер. Сонда ғана сіздерге бақ дәулет келеді. Мотивация деген ол бастау. Бір сөзбен айтатын болсақ, мотивация деген нәрсе бастау, бір нәрсе бастап кету. Қосып кетесің де бастап кетесің. Давай, жазайық, сызайық, план құрайық. 24 сағат, 72 сағат деп айтады американецтер. Мен айтамын, 24 сағаттың ішінде басталып кетпесе, ол тірлік. Ол одан кейін басталмайды. Мотивация ертесінде сөніп қалады. Анадан энергиясы түсіп қалады. Қойшы дейді. Бірдеңе ойладың ба, бірдеңе сен қоздырып жүрдің ба, денең қыздырып жатыр ма, деп возбужденный болып жүрсің ба, сразу алда жазыпса. Сразу кездесті, звондап, давай кездесейік. Анам бүйтіп, мынаны бүйтіп деп, алғашқы бірінші, екінші қадамды бастау керек. Бірінші, екінші қадамды бастамай не істейсің? Бірінші, екінші қадамды бастамай, сенде мотивация ары қарай жалғаспайды. Бірінші, екінші қадам бастау керек 24 сағат. Сосын дисциплина деген сөз бар. Мен оны тастамау деп аудармын. Дисциплина бастаған істі тастамау. Далада жаңбыр жауып тұрса, бүгін көңіл күйіңіз болмай тұрса да, бір жеріңіз тырысып тұрса да, қабағыңыз үйіліп тұрса да, ұйқыңыз қанса да, қанбаса да, білмеймін, бір жеріңіз ауырып тұрса да, біреумен ұрысып қалсаңыз да, біреумен төбелесіп қалсаңыз да, не істеу керек? Біреумен төбелесіп жатсаңыз да, біреумен ұрысып жатсаңыз да, не болса? Біреумен төбелесіп жатсаңыз да, біреумен қырылысып жатсаңыз да, істі тастамау керек. Ойлаңыздаршы, менің басым бір дүйсенбі, сейсенбі күні басым ауырды. Мен 10 мыңдаған адам жинап алып, басым ауырып қалды деп сабаққа қатысты, сабақ өтпей қойсам не болады? Сабақ өтпей қоямын. Басым ауырып жатыр. Бүгін настроением жоқ деп среда күні өткізбей қойсам. Не болады? Әркім өзінің басы ауырды, ана жерім ауырды, мына жерім ауырды, бүгін көңіл күйім жоқ деп әркім жұмыс тастап кете берсе не болады? Дисциплина қайда қалды? Уәде қайда қалды? Дисциплина деген сол ағайындар. Бастадың ба күнделікті тастамай істейсің. Ұнай ма, ұнамай ма, сосын дисциплина жасап жүріп қайтадан мотивацияң ашылып кетеді. Екінші мотивацияң ашылады, үшінші мотивацияң ашылады. Сондықтан мотивация деген бір нәрсені бастап кету,
бір идея келді ма, бір нәрсе денеңді жыбыр етті ма, эмоция сыйлады ма, сразу жазсыз звондап бастап кет, план құрып таста хотя бы. Анаған звондап тастап, анандай тірлік бар, давай кездесіп шешіп тастайық, давай бүгіннен қалдырмай кездесейік, давай бүгін видеомен сөйлесіп болса да шешіп тастайық деп дереу кірісіп кеткен кезде мотивация осылай болады. Осын дисциплина, ары қарай оны тастамай істеу керек. Сондай нәтиже болады. Мотивация жоқ, бірақ дисциплина бар деген болмайды. Бір-бірімен толықтандырып тұратын нәрсе да, мысалы. Бірақ мотивациясыз дисциплина болады, ал дисциплинасыз мотивация болмайды. Дисциплина кейбіреулер ұнаса да, ұнамаса да істей беріп нәтижеге жетіп қалады. Просто ақша табу керек, маған істейді. Таксистердің бәріне мотивация береді деп ойламаймын, таксовать еткен адам. Таксовать ету да, мысалы. Неохота деп ойлаймын да көп адамға. Просто амал жоқ шығады. Просто дисциплинамен жүріп, сосын ақша түсе бастайды, адамдарды көре бастайды, ұнай бастайды, сосын мотивация пайда болады. Мотивациясыз дисциплина болады, ал дисциплинасыз мотивация болмайды. Дисциплина болғаннан кейін мотивация пайда болып кетуі мүмкін. Пайда деппін ғой, пайда дегенде. Жай ғана бақытты болайық, барлық арман мақсат орындалады. Ертегілерге сендік қой бала кезде. Ертегілерге сендіңіздер ма? Ертегілерге сендік. Өмірдің өзі бірде ертегі ғой. Кейіпкерлерге сендік. Супермендерге сенеміз, Толағайдың тас тау көтеріп кетті дегенде сендік. Ертөстік секунд сайын өсті дегенге сендік. Ертөстік деген квантовый скачок қой. Желаяқ деген квантовый скачок қой. Ысқырып жіберсең, немесе бірдеңені тұтандырып жіберсең, жетіп келеді желаяқ. Тыңшы деген таза квантовый скачоктың адамы, жерге құлағын жерге басады да тыңдап отыра береді. Яғни мына прослушкалар ғой қазіргі. Желаяқ деген интернет қой. Жібересің запрос, сразу келеді. Ертөстік дегенде секунд сайын өсетін. Қымбатшылық қой, қымбатшылық. Акциялар өсіп жатыр. Сіздің запростарыңыз ғой ол. Ертөстік деген. Өсіп жатыр, күннен күнге өсіп жатыр запростарыңыз. Көрдіңіз бе? Ертөстік деген доллар ғой, доллар күн сайын өсіп жатыр ғой. Күнде өсе береді. Бір қарасаң былай тұрып, жыл сайын, ай сайын өсіп жатыр. Сондықтан бұл кейіпкерлердің барлығы квантовый скачок жасаған адамдар. Біз квантовый скачок жасаған адамдарды тыңдап өстік. Қабанбай Батыр деген 120 бой өткізіп, бәрін смертельный аяқтаған, бәрін өлтіріп тастаған ғой, қарсыластарын. Қазір ана Мейвезер деген 50 бой өткізіп, ойнап жүр. Доллармен миллиардер, ойнап қойып, қисаңдап деп ұрып жүреді. Сол 50 бой өткізген. Сөйтіп қисаңдап жүріп, қашып жүріп, судьялардың көмегімен айтып бүйтіп жүріп, әрең жеңіп жатыр да енді. Кейде судьялардың көмегімен, кейде айтып өзінің бүйтіп қулығымен, несімен 50 бой өткізген. Бүкіл әлем соған табысады. Мейвезер Мани дейді. Флойд Мани Мейвезер деген аты бар. Флойд ақша Мейвезер деген. 50 бой өткізген, 50 ма, 53 ба соны. Бәрін жеңген. Қазір әлемдік недегі номер 1 сол бокста. Миллиардер, доллар миллиард ақшаларды шашып қойып жатады. А сенің Қабанбай Батыр деген атаң 120 бой өткізген, бәрі нокаут емес, бәрі смертельный. Бәрін өлтіріп тастаған ғой ана кісі. Бір рет жеңілмеген. А сен не істейсің? Қабанбайға еліктемейсің, сен Мейвезерге еліктейсің. Көрдіңіз ба? Сен Криштиану Роналдоға еліктейсің, сен өзің ата-бабаны білмейсің кім болғанын. Потому что сен оқымағансың, сен өз тарихқа білмейсің. Саған жұрттың таңсығы саған да таңсып болып тұрады. Жұрттың жаңағы иттері саған бір таңсып болып тұрады да, көрдің ба? Сен өзін бағаламайсың. Өзіңнің ұлтыңның, өзіңнің жаңағы қазағыңның батырларын, өзіңнің қазағыңның жаңағы жетістіктерін, квантовый скачоктарын білмейсің. Кім мысалы қазақтың батырларының не істегенін біледі? Білмейді ешкім айтпайды оны. Бірақ жаңағы арабтардың бүкіл батырларын атқа білесіздер. Арабтарда бір 100 адам қырып тастаған бір батыр болса, соны деген ойбай бүкіл мешіттерде айтады Қазақстанда. А қазақтың батырлары неге айтпайды? Қазақ деген ұлтпыз ғой, біз өз алдында бөлек ұлтпыз. Өз-өзімізде мотивация алуымыз керек. Бізде мотивация ал. Квантовый скачок ол өзіңнің кім екеніңді түсінген кезде сенде квантовый скачок бастайды. Қазақ өзінің рухын көтерген кезде квантовый скачок жасалады. Қазақ өзінің қазақтығын сезінген кезде, қазақ болған кезде, тілімізде орысша, жартылай арабша, жартылай орысша, жартылай ағылшынша сөздер болса, біз қазақ болмаймыз.
Біз арабо русофицированный англичанин боламыз. Бізде ұлт сондай болып баратыр, дүбәрә болып баратыр. Дүбәрә халыққа айналып кеттік ағайындар. Оянатын кез келді. Қазақ өзінің кім екенін білген кезде бүкіл әлем мойындатады деп айтқан ғой. Біз өзіміздің кім екенімізді білейік. Кім екенімізді түсінейік. Түсіндіңіздер ма? Тағы да сұрақтар ма? Тағы да күшті презентациялар бар. Уайымдамаңыздар, сабақ әлі біткен жоқ. Сұрақтарыңыз болса қойып жіберіңіздер. Жеті аталарыңыздың тек қана аттарын жаттай бермей, олардың ерліктерін, квантовый скачоктарын да жаттап келіңіздер, үйге тапсырма. Жеті атам, әр жеті атаңыздың қандай квантовый скачок жасаған деп сұрасаңыздар, үйдегілер айтып береді. Ол не квантовый скачок десе, ерлік дейсің ғой, ерлік. Квантовый скачок деген ерлік қой, ерлік. Ерлік жасадыңдар ма? Әр адам күнде ерлік жасау керек. Әр адам күнде батыл қадам жасау керек. Әр адам миына сыймайтын, адам істей алмайтын нәрсені істеуіміз керек. Әрбір адам күнде істеп отыру керек квантовый скачок. Жылына бір рет істеп қоятын нәрсе емес. Басқа ұлттарға еліктемеңіздер. Әсіресе арабтарға еліктеп кеттік соңғы кезде. Орыстарға еліктеп кеттік. Ағылшындарға еліктеп кеттік. Еліктеудің қажеті жоқ ешкімге. Интернет жоқ болып түк тыңдай алмадық дейді. Интернет жоқ болса қиын я. Интернетта нан деген не бар, әңгіме, соны оқысаңызшы. Табысты қалай көбейтсем болады? Қазір 1 лям плюс-минус 1,5 лям. Маған жазыласыз 1 миллион төлейсіз, табысыңыз көтересіз болады. Жоқ, ешқандай қиындық жоқ. Әулеттің үлкендері қалмайды, енді не істейміз дейді. Құрбы, құрдас, жолдас деген шалдар бар шығар ауылда, ақсақалдар, солардан сұрайсыз. Мен атам қандай квантовый скачок жасап еді, атау, қалайсыз деп. Балам, квантовый скачок деген не бәле ол? Ондай нәрсе де шығып жатырма. Мына интернетте неше түрлі бәле шығатын болды. Біздің кезімізде рахат етті. Таңертең қойды бағып, далаға салып, етімізді жеп, сорпамызды ішіп жүретін едік. Қазір деген мына интернет пайда болып, интернеттен неше түрлі бәлені үйреніп келетін бұлындар. Сен атаңда ондай бәле болған жоқ, сен атаң соғысқа қатысты ғой. Соғысқа қатысқан атаңда қайдағы квантовый скачок болсын деп айтып атса, айтасың, квантовый скачок деген ата сол, вот именно соғыс болып тұр ғой, героизм болып тұр ғой деп айтасыз. Героизм жасадың ба дейсіз? Иә, героизм. Ой, атаң деген герой болды ғой дейді. Ол мына Советтен шыққан солдаттардың ішінде немістерді қырған ғой деп айта бастаса, айтасыз. Аға, ата ол немістерді қырған айтпай қойыңыз, басқа да квантовый скачоктар бар ма дейсіз. Айтады, сен атаң соғыстан келген жылдары совхозда жұмыс істеп, мына елге егін екті ғой, мал бақты, қаншама қара мал шығарды. Вот сол квантовый скачок. Сөйтіп сөйлесесіздер шалдармен. Финляндияны көтерген бір мұғалім кісі бар еді ғой, сол сияқты тарихта алыңыз дейді. Я соның атын білмеймін, сол сияқты болайық деп жатырмыз ғой. Жүрекпен берген әлім жүрекке барады, супер дейді. Ауылдас екеуміз бір елде бала кезіміз өтіпті, скидка жоқ па дейді. Жоқ скидка. 1 миллион деген скидка ғой сол, 2 миллион негіз баға. 1 миллионмен бастайсыз, 1 миллион төлейсіз. Ауылдас екеуміз ақша сұрайтын кезде, скидка сұрайтын кезде естеріңе түсіп қалады, білім алатын кезде, бірдеңе сұрайтын кезде, маған көмек керек кезде, сол ауылдастарды таппай қаласың, рулас, ауылдас, құрбы құрдас дегенде жоқ қой. Тек жаңа өздерінің шаруасы түскен кезде жаңа есіне түсіп кетеді да. Ондай арамдықты қойға ағайындар. Ондай болмайды. Мақсат армандар жазып отыру керек, сол кезде энергия пайда болады. Миыңда сел тұрса дейді, ойбай, мықты. Мектептен бастаса, Құдай қаласа квантовый скачокты мектепке енгізейін деп жатырмыз. Мектеп, университет, мешіттерге бәріне енгіземіз Құдай қаласа. Әсіресе мешіттен бастайын деп тұрмын бірінші кезекте. Бүкіл уағыздың сценарийлерін өзгерту керек болады мешіттегі. Мектеп өзгермей, мешіт өзгермей, кітапхана өзгермей, университет өзгермей,
ел өзгеруі қиын ағайындар. Қазір байқасам қыздардан гөрі ұл балалар әңгімеге құмар, жан-жағын аңдып болмас нәрсе күліп отырады, ер жігіттер майдаланып кетеді дейді. Енді сол ер жігітті тәрбиелеп отқан сіздер ғой, енді сіздер сияқты аналар. Мен емес қой ер жігіт тәрбиелеп отқан. Мен өзім ұлымды дұрыстап тәрбиелеп жатырмын, мужик қылып. Сіз де өз ұлыңызды дұрыстап тәрбиелеңіз, болды, жұрттың баласын қайтесіз. Сабағыңыз қымбат емес, сол ақшаға тұрады дейді. Мешіттердің бәрінде Қабанбай, Бөгенбай, Шәкәрім, Абай туралы айтылып жатса, шіркін. Солардың ерлігі айтылып жатса. Қазақтағы шайқастар, Аңырақай шайқас, Шыңғысхан деген бабаң болған, өйткен әлемді дүр сілкіндірген деп айтып жатса, Құлағұл деген болған, Бату деген сенің атаң, Абылай хан деген, Кенесары деген хан болған, бір өзі бүкіл жауға төтеп берген, қасиетті адам болған. Сол қасиетті адамның қадірін білмей, денесін дұрыстап жерлеп, рәсімдемегендіктен біз әлі тентіреп жүрміз деп әңгіме айтып жатса мешіттерде, ойлаңыздаршы бір күні. Бізді отырып алып, арабтарды айта береді таңнан кешке дейін. Арабтар бүйткен, арабтар сөйткен, арабтар үйткен, арабтар бүйткен. Не керегі бар ол маған? Маған мысалы арабтардың әңгімесі өтпейді екен ше. Түсінбеймін, ол ұлттарды білмейді екен, араласып көрмегенмін ондай ұлтпен. Маған қазақтікі өтеді да. Қазақ деп тұрған кезде жаның деген тұрғу керек қой, тік 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 деп. Батырлар жырын оқып өсуіміз керек қой, дастандарды оқып өсуіміз керек қой. Сабақ сақталады. Квантовский скачок қазақша аудармасы қалай аталады дейді. Қазақша аудармасын таппай жатырмыз сол. Секіріс деген ол вообще ұнамайды. Секіріп жүресіздер сосын өмір бойы. Секіріс деген келмейді. Секірген нәрсе түседі ғой. Секіріп жүресіздер ме? Шегіртке сияқты. Ұшу керек аспан, ұшу керек. Квантовый ұшу ғой, кванттық деген тік деген жалғауда ұнамайды да. Серпіліс, вот серпіліс болуы мүмкін. Квант серпіліс деген ана ағылшынша квантум лип деп аталады да. Мен оны қазақша квантар леп деп аударғым келеді. Квантовый скачок деген сол квантум липтің аудармасы, квантар леп. Квантовый скачок деген квантар леп қой. Квантатын сізде леп беріледі. Леп деген үлкен мағына серпіліс, эмоция, энергия бәрі лептің ішіне кіріп кетеді. Ұлдарыма көрсетемін десем, уақыттары жоқ, органда істейтіндер де ол болмайды, ұлдарыңыз қарамайды ол. Қарайтын адам бүгін ертең қарап алады ол. Бір ай күтем, бір айдан кейін қарай ма? Бүгін қарамаған адам, бір айдан кейін жаңа жыл басталады. Бір айдан кейін той садақа басталады. Қарайтын адам бүгін ақ қарайды, қарамайтын адам қарамайды ағайындар. Сіздер ойламаңыздар, мен қарадым, мен білім алдым, балаларым да қарайды. Балаларыңызға қызық емес болуы мүмкін бұл нәрсе. Балаларыңыздың деңгейі жетпеуі мүмкін әлі. Энергия және уақыт деген түсінік бар. Энергия, уақыт деген нәрсені айтатын болсақ, біз көбіне осы энергия мен уақыт шатастырамыз. Көп нәрсеге энергия жетпейді, уақыт жетпейді деп ойлаймыз, негізі энергия жетпейді екен да. Уақыт бәрімізге бірдей. Уақыт біреуге 30 сағат, біреуге 40 сағат, әркімге әртүрлі уақыт берілмеген. Бәрімізге бірдей уақыт. Таңертең тұрамыз ұйқыдан. Бәрімізге на старте, бәрімізге бірдей уақыт беріледі, бәрімізге бірдей энергия беріледі. Біреу просто уақытты босқа құртады, біреу энергияны босқа құртады. Біреу анау бүйтіп қарады, мынау сөйтіп сөйледі, анау маған ұнамайды, мынау маған бүйтіп айтып жіберді деп болмайды. Қырт-сырт әңгімелерге уақытын құртып, энергиясын құртып жүреді біреу тек қана алға жылжиды. Біз біреуді анау өз-өзімізге отырып көңілі түсе беретін адамдар бар. Отырады да өзіне өзі көңілі түсіп, түңіліп отыратын адамдар бар. Ондай адамдарды жертва деп атайды. Энергия мен уақыт барлық адамға таңертең бірдей беріледі, бірақ біреу энергияны дұрыс мақсатта жұмсайды, біреу босқа шашады. Біреу уақытты дұрыс мақсатта жұмсайды, біреу босқа шашады. Энергия мен уақыт деген нәрсені түсіндіремін қазір қалай болатынын. Уақыт жоқ деген сылтау бар бізде. Жаңа айтты ғой, мен балаларым уақыты жоқ. Ол далбас әңгіме, ол уақыт жоқ деген жоқ. Уақыт табады. Керек болса табасын. Ана жерде қазір алтын шығып жатыр екен десе, бәріміз жұмыс тастап соны табуға, алтын қазуға барамыз. Уақытың жоқ қой, уақыт табамыз ғой дейсің. Керек болса адам, ол адамға керек болса, ол адамға ол нәрсе мотивация берсе, ол нәрсеге керек болса табасын уақытты. Уақыт жоқ деген нәрсеге мен сылтауға ақша жоқ, уақыт жоқ деген нәрсеге сенбеймін.
Просто сенде желание жоқ, сенде энергия жоқ, сенде мотивация жоқ, сенде бір өмірге деген құлшыныс жоқ, сенде бір алға деген талпыныс жоқ. Сенде уақыт бар, сенде ақша бар. Сен просто сол уақыт пен ақшаны өзіңе қимайсың. Өзіңе позволять етпейсің, анау ақшаны өзіңе салуға, уақыт салуға позволять етпейсің. Көрдіңіз ба? Уақыт жоқ деген сол. Уақыт жоқ деп айтып, уақыт жоқ, ақша жоқ. Жақсы болды, рахат, ақша жоқ, жарайды, жүре бер онда оқымай. Уақыт жоқ, жарайды, уақытың болғанда оқы. Уақытың болғанда бұл бағасы қымбаттап кетеді біріншіден. Уақыт болғанда бұл білім ескіріп кетеді. Жаңа деңгейге өтіп кетеміз біз. Сенің уақытың болған кезде жұрт біздің уақыт болмайды. Былайша айтқанда, сенің ақшаң болғанда бізде сенің ақшаңа деген қажеттілік болмайды. Біз басқа деңгейге шығып кетеміз. Көрдіңіз бе? Уақыт жоқ деген сылтауды айтпаңыздар. Просто сенің желаниең, энергияң жоқ. Уақыт болса, желаниесі болса, барлық нәрсеге не істейміз? Уақыт табамыз. Бір жерде тегін бірдеңе таратылып жатыр десе, бәрін жұмыс тастап соны барып аламыз, уақыт табамыз оған. Көрдіңіз бе? Бір нәрседе скидка болып жатыр десе, паласып тармасып аламыз ғой, акция болып жатыр десе. Біз неге ауырамыз? Неге адамдар ауырады? Аурудың екі түрі болады. Жаңа приятный боль болады, денеде өзгерістер жатқанда адам тазаланады. Ол 1-2 күнде өтіп кетеді. Төсек тартып жатпайсың жаңа. Ұшасың деген сияқты, Құдай сақтасын. Бүкіл денең тазаланады, болне. Ішің өтеді, лоқсиды. Сөйтеді да бүкіл денең тазаланып, квантовый скачок жасап жатқанда давление көтеріледі, бас қысады, былай бас. Омега деген бар, міне омега деген, Гербалайф деген компанияның өнімі. Гербалайф Лайм Макс деген. Күніне мен 5-6 ішемін осындай деп. Таңертең 2, түсте 2, кеште 2, кейде 3-ден ұрамын. Осының арқасында давление кетті. Бас, ми жақсы жұмыс істейтін содан. Менен сұрайды, сіздің жас, сымбатты және ақылды көрінуіңіздің, энергичный көрінуіңіздің сыры неде деп. Енді бірең-сараң адам сұрақ қалады, енді айында, жылында, күнде сұрай бермейді. Сол кезде айтамын ғой мен бүйтті. Көсемсіп тұрып айтамын, шешенсіп тұрып айтамын. Егер де дейді, кім дейді, күнде дейді, дәрумендер жейтін болса дейді, денесі, беті жылтырап дейді, өзі сымбатты болып, энергиясы тасып тұрады деп. Осылай айтамын ғой мен. Кезінде дейді, кім дейді, ауыра бергендіктен дәрі жей беріп дейді, қайтыс болып кетіпті дейді. Дәрумен жеген адам қайтыс болмайды. Дәрі жемеймін десең, дәрумен жеуің керек. Дәрумен деген витамин, дәрі деген лекарство. Дәруменге ақшасын қимаған адам, яғни дәрумен жақсы ғой. Дәрумен алдын алады, саған энергия береді, витамин береді. Дәруменге ақшасын қимаған адам дәріге ақшасын 10 есе шығаруға мәжбүр болады. Білімге ақшасын қимаған адам, білімге 2 миллион теңгесін топтық коучингке қимаған, наставничествоға 10 миллион теңгесін қимаған адам банкрот болған кезде 20 миллион, 100 миллионға қадалады. Надандықтың бағасы қымбат, ағайындар. Білім алу қымбат деп ойлап отырсыздар ғой қазір. 10 миллион, 2 миллион, ойбай, ондай ақша қайдан табамын? Ондай ақша жоқ қой менде, қымбат екен деп отырсаңыздар, айтайын. Надандықтың құны одан да қымбат болады. Сен надан болғандықтан одан да көп потеряешь ақша. Сенің надандығың кесірінен ол 2 миллион деген емес, 200 миллион құртасың ақша. Сөйтіп надан болып басыңа тиіп 200 миллион қадалғаннан кейін келесің маған. Ол кезде мен сенімен 10 миллионмен сөйлеспеймін ол кезде. Кезінде айтқан кезде келмедің, сау бол деймін. Ол кезде мен 100 миллионмен сөйлесем сенімен. Жаңа жылдан кейін Құдай қаласа 24 жылдан бастап 20 миллионға құнымды көтерейін деп жатырмын. Сондықтан 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион тауып 8-10 миллионға шыға жүрсеңіздер, қазір 10 миллионға наставничествоға келіңіздер. Ұшырып жіберемін просто. Ұшырып. Мен просто 5 күндік тегін сабағымның өзіне сіздер ұшырып жатсыздар. Ақылы сабақта вообще қона алмай қаласыздар жерге, қона алмай. Ал егер 400, 500, 600, 700, 800 мың тауып 1 миллион, 1,5 миллионға, 1 миллионға, 2 миллионға шыққыңыз келсе, онда топтық коучингке қатысу керек 2 миллион теңге. Жағдай жоқтарға мүмкіндік беремін. 1 миллион басында төлейсің, 1 миллион нәтиже шыққаннан. Жағдай барлар бірден. Жаңа ауылдасыма мен жеңілдік жасап жатырмын, 1 миллион төле деп. 1,5 миллион тауып жүр да ол. Ол 2-3 миллионға шыға алмай жүр. Ол қазір төлемейсіз, ол 2 миллионды аяп, өзінің 1 миллион деп айтып жатырмын, 1 миллион төлей сал, сосын 1 миллион төлей. Ол қазір 1 миллионды аяп, немесе ол 1 миллионға сотқа алмайын ба деп жатса, онда 5 жыл жүреді сол 1,5 миллионмен, или 3 жыл жүреді, или 2 жыл жүреді. Зачем уақытты құртып, тез үйреніп, жаңа деңгейге шығып кетпейсің ба?
Жоқ, кейбір адамдар жүреді, созғанды жақсы көреді. Как будто бір 100 жыл 1000 жыл өмір сүретін сияқты өмір сүреміз ғой біз. Кейінге қалдыра береміз өмірді, кейінге қалдырамыз. Біз неге ауырамыз? Бізде энергия болмаған кезде ауырамыз. Біз неге аурудың екі түрі болады да, бірінші приятный бол, ішің ауырады, ішің өтеді. Ол квантовый скачок болады. Екінші ауру бар, витамин жетіспегендіктен, бір жеріңе бірдеңе жетіспегендіктен ауырады. Шаншиды, ауырады, тұра алмай қаласың. Ол кәдімгі табиғи ауру. Ондай ауру көбіне энергия болмағаннан болады. Витамин жетіспегендіктен болады. Энергия болған адамды бас ауыры жаттайды. Адам өмірде мән мағына таппаған кезде не істейді? Жүрек қалауын орындамаған кезде адам денесі жұмыс істемей қояды. Дене өмірден смысл көрмей қояды. Смысл дейді, толк дейді, ол жерге барғандан. Баратсың, істеп атсың, толк дейді. Жүрек сұрайды, одан кейін денені, нәтиже жоқ, жатады дене. Бірақ күнде жата беретін болсаңыз, тұра алмай төсектен бүйтіп жата беретін болсаңыз, значит сізде энергия жоқ. Энергияның негізгі көзі ояну. Ерте ояну керек, ерте тұру керек. Ерте оянсаңыздар бүкіл күніңіз деген берекелі болады. Бүкіл күніңіз шаттыққа, бақытқа толы болады. Ерте оянған адамның ауырмайды ешқашан. Дені сау болады, түрі жасара береді, ешқашан қартаймайды, бетіне әжім түспейді. Сасып ыстық жерде жата берген адам, ол не істейді? Ол тезірек семіреді, тезірек қайтыс болуға бейім болады. Адамның өмірде миссиясы бітіп қалған кезде, адамның жаны қалауын орындай алмаған кезде, жанының миссиясы бітіп қалған кезде қайтыс болып кетеді екен. Көп адамдар ерте қайтыс болып кететін да, ол өзінің миссиясын жоқ қода. Либо миссия жоқ, либо өзінің миссиясын орындап кетті болды. Бірлер просто бір бала арттырады, миссия сонымен бітеді, ары қарай өмірге кете береді. Оның миссиясы сол, кішкентай да оның миссиясы. Әркім өзінің миссиясы болады. Осы миссияны өзің тауып, өзің үлкейтіп отырмасаң, ол миссия наугад бір миссияға кіріп кетесің ғой. Квантовый полде жүрген ең нашар бір миссияны аласың да. Сондықтан энергияның негізгі көзі ерте ояну керек. Ерте оянсаң, 5-те оянсаң, таңғы 9-ға дейін бүкіл шаруаңды бітіріп тастайсың. Кітап оқисың, жаттығу жасайсың, медитация жасайсың, курсыңды да қарайсың. 9-да сен үкіметтің жұмысында отыра бер 8 сағат. Барахолкыңда жұмысыңды істей бер, сетевойда жұмысыңды істей бер 9-дан бастап. Просто сен 9-ға дейін уже самооценка күшті болып барады. Мен 9-ға дейін бірақ шаруа бітіріп тастадым. Осылай таңертең ерте тұрып, 40 күн тоқтамай ерте тұрып жұмыс істейтін болсаңыздар, 4 жылда істемеген жұмысты 40 күнде істеуге болады. Қанша есе квантовый скачок. Әр бір айда істейтін нәрсе бір күнде істеуге болады да, сонда. Солай квантовый скачок. Ерте оянсаңыздар квантовый скачок. Сенде уақытта энергияда көбейіп кетеді. Сен ерте ұйықтайтын болсың, түнгі 1-ге дейін 2-ге жүрмейсің. 9-да 8-де ұйықтаймын деп шаршайтын да құлайсың. Энергияны дұрыс распределять ете алмағаннан кейін не болады? Ерте түнімен жатасың. Ерте оянуға ерте жату керек. Ерте жатуға энергияны толық жұмсау керек. Неге біз ерте ұйықтай алмаймыз? Мен 9-да 10-да ұйықтай алмаймын, 1-ге дейін 2-ге дейін жүремін. Өйткені сенде запас энергия қалып қойған, сен бүгін таңертеңнен кешке дейін жұмсалатын энергияның нормасын дұрыс жұмсамағансың, сенде артық энергия қалып қойған. Жатсаң ұйықтай алмайтын. Неге жастар түнде бар, билеп құтырып, деп клубтарға бар, билейді. Оларда энергия көп. Оны білімге, ғылымға, спортқа жұмсаудың орнына ішіп алып қуат, наркотаға жұмсайды. Ода энергия көп. Кішкентай балдарда неге энергия көп? 2 жасар, 3 жасар, 1 жасар деп жүреді ғой. Оған Құдай таза ғой, олар жүрегі таза адамға энергия көп береді. Ана кішкентай жастар 18 жас, 20, 21, 22, 25, 30 жасқа дейін жастарда энергия өте көп, потому что олар арамдық жоқ. Арамдық жоқ болғаннан кейін, дене таза болғаннан кейін әлі былғанбаған ғой дене. Соның баратын ночной клубқа бар, былғай береді, сөйтіп энергиясын өзіне өзі өлтіреді. Етіп энергиясы өлеп отырады сосын. Клуб 5 жыл, 10 жыл қатарынан клубқа барған адам 35 теңге жарамай қалады ғой кәдімгідей. Вообще мен клубқа бармаған адам өмірімде. Мен разговор жоқ, арақ іштім, темекі шеккен жоқпын, арақ іштім, кальян шегем, әзірге дейін әлі де шегем. Бірақ енді соны қоюға жұмыстанып жүрмін. Жайлап жұмыстанып отырмын. Мен өзімді мына жерде иман жүзді, өзімді бір не қылып жақсы адам, мен идеальный адам деп көрсетпеймін. Менде пенде, менде де косяк жетеді, менің былықтарым жетеді. Мен просто айтқан әңгімемді тыңдаңыздар болды. Мен өзіме табынудың қажеті жоқ, өзіме еліктеудің қажеті жоқ. Менің мойнымда жетеді проблемам. Менің проблемамды маған еліктесеңіздер, менің проблемам жұқып кетуі мүмкін. Сол үшін маған еліктемеңіздер, жарай ма? Тек менің айтқан сөзімді білімді алыңыздар. Кезінде ішкен адам, бірақ клуб деген бәлеге жолымаппын. Соның арқасында энергия көп менде, 35-тен асқанда. Клубқа барып энергиясын өлтіріп тастайтын жігіттерді білем. Қазір
бір әйеліне сөз етпей отырады үйінде. 9-дан кейін шықпайды олар далаға, қорқады шығуға. Әйел екі аяғын тығыз жіберген ғой, біледі да қаңғырып кететін. Біз жүре береміз деп. Ерте оянуға ерте жату керек, ерте жатуға энергияны толық жұмсау керек деген нәрсе. Сен энергияны таңертеңнен бастап 5-тен бастап тұрып кешкі 5-ке дейін 6-ға дейін жұмсамасаң, ол энергия қала береді. Астатық энергия қалады, сапасын игерілмей қалады да. Сол энергияны сен 1-ге дейін 2-ге дейін TikTok көріп, YouTube қарап, өсек айтып, сол энергияны босқа жағасың. Сосын таңертең өліп, бітіп, түрің әбіржіп тәсін. Деп өзің түріңнен өзің шошып. Түрің әбіржіп, урод болып шығасың ғой. Айнаға қарағанда уродты көрсеңіздер, значит, уродты дұрыстау керек, түрді дұрыстау керек. Түр әдем болу үшін не? Әдемі сөз айту керек. Түр әдем болу үшін не істеу керек? Ниетті дұрыстау керек. Түр әдем болу үшін не істеу керек? Жақсы нәрселерді тілеу керек. Ешкім урод болып тумайды, негізі Құдай урод қылып жаратпаған біз. Біз өзіміздің арам ойларымызбен, қулығымызбен, өзіміздің екіжүзділігімізбен түрімізді урод қылбағанбыз. Мына түрдің әдем болуы ол ниетке байланысты. Сосын дұрыс ұйықтап, дұрыс тамақ жегенге байланысты. Өзі адам жас болып көріну үшін дейді, холод, голод, движение керек екен. Голод деген правильное питание, холод деген үйдегі температура терезелерді ашып, суықта жүру керек, далада көбірек жүру керек, суықтан қашпау керек, жылы жерге тығылмау керек, жалқау болмау керек деген сөз. Движение деген әрекет. Жаяу жүр күніне 10 мың, 15 мың. 10 мың деген қалды қазір мода 15 мың болып жатыр. 1-ге 5 тосаң 6 деген ақша деп қудырта бересің. Сондықтан 15 мың шаг деген ол 10 километр болады екен. Адам 7-6 километрден кейін шабыт ашылады екен ғой. Идеялар келе бастайды. Сондықтан ерте тұру керек, ерте жүру керек. Ерте жату үшін не істейсіздер? Энергияны аямай, бүкіл адамдарға звондап, жақсы сөздеріңді айтып, біреулерге көмектесіңіздер, 6-да келіп ұйықтайсың деп жатасың, өліп. Энергияны экономдап отыра бересіздер, ешкімге қимай, өзіңізге де қимай, жұртқа да қимай. Содан кейін, конечно, не болмайды. Энергия жұмсалмайды. Ерте тұру үшін мотив керек. Мотив деген не? Себеп, сылтау, мотивация. Ерте тұрғанда не істеймін деп сұрақ қойды ғой маған баяғыда біреу. Ана сұрақтан кейін мен құладым кәдімгі. 2 күн жаттым ғой. Осындай да адамдар бар екен. Ерте тұрғанда не істеймін мен дейді. Намаз оқуға тұрған адамдардың өзі намазды оқып алады да, өтірік оқиды да, ұйықтап қалады дальше. Кейбір адамдар бар сондай. Сен намазды оқудағы мақсатың, сен ерте тұрып, ары қарай тіршілігіңді жалғастырып кетуің керек. Оны тұрып, оқып ұйықтап қалсаң, ол есептелмейді. Күнә ол бұл. Минусқа кетіп жатсың. Дұрыс емес вообще. Ұйықтауға болмайды ғой. Жалқау болсаң, онда оқымай қойсаң. Жалқау болсаң, нәпсіңді жеңе алмасаң, еріншек болсаң, шамаң жетпесе, онда дінге кірме. Дін деген еңбекқор адамдардың темасы. Дін деген ол физика, физкультура. Дін деген ол рухани даму. Ол өте үлкен жұмыс. Мен не үшін дінге кірмеймін? Потому что шамам бөлемін, ұйықтап қаламын. Мен өзім нәпсімді жеңген кезде өзім кіремін асықпай. Бірақ ешкімге айтпаймын, мен діндармын, мен намаз оқимын, жұртқа міндет қылмаймын. Жұртқа мақтанбай, технично үндемей оқып жүремін. Жұрттар мақтанады, мақтану үшін оқиды да, көрсету үшін. Мені қара, мен деген иман жүздімін, мені бағала, мені сыйла, мен Құдайға бір табан жақынмын саған қарағанда деп пантауат ету үшін оқитын адамдар бар. Ондай адамдар мұнафиқ деп аталады. Мұнафиқтар көбейіп кетті елімізде. Таң намазында ұйқыдан тұрдың ба, ары қарай кітап оқы, ары қарай дұғаларыңды оқы, ары қарай спортпен айналыс, ары қарай жаяу жүр, ары қарай аудиокнига тыңда, менің сабағын тыңда, ары қарай өмірге араласып кет, ары қарай клиенттеріңе хабарлас. Оны отырып бүйтіп оқып алып деп жататын болсаң, Құдайды алдап отырсың ғой сен. Сен Құдайды алдап отқан адамсың. Сен өте ауыр күнә жасап жатсың. Сондықтан ерте тұру үшін мотив керек, ағайындар, мотив. Таң намазын оқу деген күшті мотивация. Таңертең сабақ оқу деген күшті мотивация. Таңертең кітап оқу деген күшті мотивация. Таңертең спортпен айналысу деген күшті мотивация. Таңертең кітап жазу деген күшті мотивация. Таңертең баланы детсадқа апару деген күшті мотивация тоже. Таңертең ерте тұрып балаларды мектепке дайындау деген күшті мотивация. Таңертең ерте тұрып күйеуімді жұмысқа жіберу деген күшті мотивация. Күйеуге қызмет етіп жатсың. Күйеуің халыққа қызмет етеді. Сен, значит, халыққа қызмет етесің. Таңертең ерте тұрып жаңағыдай пландарымды жазамын, жоспар құрамын, контент түсіремін деген күшті мотивация көп қой. Құдайға шүкір. Құдайға мың шүкір, мотивация көп. Таңда айналысатын тірліктер: кітап оқу, білім алу, медитация, визуал, құлшылық медитация деген. Миды тыныштандыру,
Ол жүректі ашу деген Құдайға жақындау. Ол құлшылық, медитация деген біздің құлшылығымыз. Біреулер намазбен құлшылық етеді, біз медитациямен құлшылық етеміз. Потому что намазға деңгейіміз жетпей жатыр, тазара алмай жатырмыз. Уағыз айтатындай неміз жетпей жатыр біліміміз, көрдіңіз ғой. Визуализация, аффирмация, душқа түсу, бірдеңе тазалау, үйді тазалап, тамақ пісіріп, бірдеңелер пісіріп жүреді ғой әйел адамдар. Соның бәрі таңда айналысатын мотивтер. Жаттығу, жүру, жүгіру, йогамен айналысыңыз, медитация жасаңыз. Көп қой айналысатын тірлік. Хэл Элрод деген кісі бар, Таң шапағаты деген кітап бар. Осы кітапты оқып, мен 100 күн қатарынан таңертең ерте тұрып жүргем. Тауға шығатынбыз жігіттермен, әңгіме айтатынбыз. Тауға шығып, суық бір су не бар? Горячий источники деген бар. Ыстық су ағып тұрады бір бочкадан. Сол бочкада 15 минут отырамыз. Радиация бар суда 15 минуттан артық отыра алмайды. 15 минуттан кейін шығып, ағып тұрған таудан ағып тұрып, мұздай неге түсеміз ғой, деп тұрып. Бұлақтың суына, сөйтіп қайтып деп жүгіріп барамыз да қарды басып 15 минут бошкада отырамыз, тағы да әңгіме айтады. Сөйтіп 3 подход жасайсың да үйге деген тап-таза болып тазарып келесің ғой. Негатив, шлак, мылак бәрі шығып кетеді. Моншаға барыңыздар, саунаға барыңыздар, спаға барыңыздар, массажға барыңыздар, пилинг жасатыңыздар. Көп қой, көп. Тазарудың жолдары көп. Ерте тұру әдетін осы Таң шапағаты деген кітапты оқисыздар. Хэл Элрод деген кісі Таң шапағаты магия утра деп аталады. Magical morning дей ма, сондай ағылшыншасын ұмытқан. Magical morning ба, сондай. Магия утра. Осы кітапты оқисыздар. Сосын мына бағаларыңыз көтеру үшін, самооценканы көтеру үшін, өзіңіздің әлемде оригинал жалғыз штук екеніңізді білу үшін, өзіңіздің әлемде таптырмайтын алмаз тауар екеніңізді сезіну үшін осы кітапты оқыңыздар. Гиннестің рекордтарына кеткен мына Джо Джерард деген кісі 15 жылда 13 мың машина сатқан ғой, 13 мың машина. Chevrolet деген компанияда істеген Америкада. Күніне бір машина сатқан, жылына 1000 машина сатқан ғой, сонда күніне 3 машина сатқан. Оптом емес, штучный сатқан ғой барлығын. Сіз өзіңіз сата алмай жүрсіз, жұрттар машина сатып жатыр. Таң шапағатының ішінде savers деген сөз бар. Яғни the six life savers деген. Яғни өмірді сақтайтын 6 нәрсе деген. 6 ма, 7 ма? 6. S деген silence, яғни тыныштық, медитация, миды тыныштандыру деген сөз. Яғни намаз оқу, құлшылық, анау бәрі кіреді соның ішінде. S silence. A affirmation, дұға, тілек, аффирмация. V визуализация, visualization, елестету. Ол да дінде бар. E exercise, E ғой, E exercise, жаттығу. R оқу, үйрену, яғни reading. S scribing, жазу, сызу, freewriting жазу. Осы 6 нәрсені орындасаңыздар, күнде таңертең тұрып 2 сағат кетеді, бәрін қосқанда. Медитацияға ары кетсе 15 минут кетсін, аффирмацияға 5 минут кетсін, визуализацияға 5 минут кетсін, 25 минут болды ма, 15 минут жаттығу, 1 сағат кетеді екен. Жаттығу 40 минут болды. Оқу, үйренуге 20 минут. 20 минут жазыңыз, 30 минут. 1 сағат 20, 1 сағат 30 минут кетеді. 80-90. Bir futbol көріп тастайтын уақыт қой, бір футбольный матч. 80-90 минут кетеді. Әңгіме ұнап жатыр ма? Лайк басып жіберіңіздер. Давай комментарий қойсақ. Әңгіме ұнап жатыр ма жалпы? Энергия туралы әңгімелер, ерте тұру туралы. Көздеріңден. Өте тамаша. Рахмет. Джо Джерард. Продай себя дорого. Продай себя дорого. Продай себя дорого. Вы заслуживаете большего. Джо Джерард, Роберт Кейсмор. Керемет айттыңыз. Алла разы болсын. Күшті, ұнайды дейді. Ұнау жатыр. Алла разы болсын. Күшті, супер. Маған арналған сөздер екен. Жалқаумын, жата қалам дейді. Маған сіздің сабағыңыз ұнайды. Миым ауырып тұрған сияқты. Миыңызға ауыр кетіп жатыр ғой, ауыр. Енді осы рахметтеріңізді қалай білдіресіздер?
рахметтеріңіздің білдірудің жолын айтайын. Рахмет құр сөзге уже естіп қатты әсер етпей қалған. Рахметтеріңізді айтқыларыңыз келсе, мына нөмірге 33 мың теңге төлейсіз да квантовый скачок 2 деген курсқа жазыламын деп салып жібересіздер. Сол сіздердің рахметтеріңіз болсын. Өздеріңіз рахмет айтасыздар маған сол курсқа қатысқаннан кейін. Мынау просто 5 сабақ өттік, әлі 2 сабақ бар. 7 сабақ бұл тегін сіздерге. Былайша айтқанда бета трайл версиясы ғой, любой программаны ақшасын ары қарай төлемей тұрып бір апта тегін пайдаланып көресің, тура сол сияқты да. Бір апта сен мен біліміңді алдың ба, енді ары қарай оқы, онда ізден. Екінші деңгейге көтеріл. Квантовый скачок 2-де 8 сабақ болады. Тікелей эфирде 100 адам аламыз. 100 адам түрін көріп отырамын. 100 адамнан артық алмаймын. Қазір 20-30 адам болып қалды. Квантовый скачок 2 курсын 33 мың теңгеге сатып алыңыздар, қатты риза болсаңыздар. Өздеріңізге салған инвестицияңыз болсын, маған айтқан рахметіңіз болсын. Артық ештеңе керек емес сіздерден. Мына 5 сабақты қарайсыздар, әр сабақтың астына инсайттарыңызды жазасыздар бір комментпен. Өзіңізге ұнаған бір сабақтың жақын 10 адамыңызға таратыңыздар, звондап түсіндіріңіздер, ана сабақты қара оңбаған, ертең рахмет айтасың деп. 5 сабақтың тапсырмаларын дайректке жіберіп сертификат алыңыздар, барлық тапсырмаларын. Сосын мына нұрлы О деген 708-111-694 деген нөмірге квантовый скачок 2-не жазылыңыздар. Алғашқы 100 адамды квантовый скачок 2-ге жазылған, сол 100 адамды партнер қылып аламыз. Яғни сіздер ертең біреуге рекомендация жасасаңыз осы курсты, әр сатылымнан, әр рекомендациядан 15 мыңнан беремін. Біз 18 мыңға жұмыс істейміз сонда, көрдіңіз ба? Сіз 15 мың аласыз түк істемей. Просто айтасыз, досыңызға айтасыз. Қазір 10 адам қатысса тегін сабаққа. Сол 10 мың бәрі платный сабаққа қатысатын болса, сіз арқылы келсе 15 мыңнан 150 мың жасап аласыз ойнап отырып. Соны қалай адамдарға түсіндіру керек, қалай айту керек, оны жаңа 8 сабақта квантовый скачок 2-де айтамын. Квантовый скачоктың деңгейі, мына квантовый скачок бірінші квантовый скачоктан 2 есе 3 есе жоғары деңгей. 2-3 есе жоғары болады. Сіздердің қазір мына күшті сабақ, ойбай мықты екен деп жатқандарыңыз ол ерунда. Квантовый скачокта 2 есе 3 есе квантовый скачок жасайсыз. Сол үшін құны міне қарапайым халыққа тиімді, сенің зарплатаң ары кетсе 10%-ын құрайды. Зарплатаңдан 10%-ын төлейсің. Қазір нормально 300 мыңды 2-нің бірі алады Қазақстанда. Сенің зарплатаң 20% болса да нормально. 150 мыңды енді 150 мың алмайтын адам жоқ шығар. Бір отбасыға минимум 150 мың 300 жұмсайды. 10%-20%-ын алуға тұрады. Зато күйеуіңіз екеуіңіз қарайсыздар бір аккаунтпен. Бизнес, былайша айтқанда, франшиза сияқты дайын бизнес. Бұл квантология ғылымының ішінде квантовый скачок 1, квантовый скачок 2, квантовый скачок 3, квантовый скачок 4, квантовый скачок 5 кіреді. Сосын квантология ғылымы негіздері деген 6-шы курс кіреді. Осы 6 курстың барлығын оқып шығасыздар, экзамен тапсырасыздар, сертификат алып халыққа квантолог мастер болып еңбек етесіздер, квантолог партнер болып еңбек етесіздер. Квантолог мастерлер әрбір өзінің сабақ оқытқан клиенттен 180 мың алады. Квантолог партнерлер әрбір клиенттен 90 мың алады. Тапқан клиент. Квантолог партнер деген көбірек түсіндіреді, сол квантологияны сатады. Квантолог мастер деген соны өзі тауып, өзі оқытады. 180 мың алады. Жарай ма? Сондай жұмыс істеймін десеңіздер, пожалуйста. Квантология деген дайын бизнес. Бізде квантовый скачок, тегін квантовый скачокта 7 сабақ. Мынаны скриншот жасалыңыздар, экран жақсылап, қазір әңгімемді жалғастырамын, қазір комментарийді қосам. Мынаны жақсылап түсіріп алыңыздар. Скриншот жасап алыңыздар ма, жақсылап, жаттап алыңыздар ма нөмірді. Енді қараңыздар, квантовый скачок 1 деген, мына сіздердің өтіп жатқан 7 сабақ бар, 2 сағаттан әрқайсысы. Квантовый скачок 2 8 сабақ, 15 сабақ болды ма? Квантовый скачок 3 10 сабақ. Квантовый скачок 4 10 сабақ. Қанша болды? 15, 25, 35 болды. Квантовый скачок 5 10 сабақ. 45 сабақ. Әрқайсысы 1,5-2 сағаттан. Плюс квантология деген бар, ол енді 1 сағат 2 сағатқа дейін созылмайды, жарты сағат 40 минуттан тоже 15-20 сабақ, 30 сабаққа дейін. Қалай адамдармен сөйлесу керек, қалай квантологияны дәріптеу керек, қалай сату керек, қалай адамдарға диагностика жасау керек, қалай тегін білім көру керек, қалай қызмет ету керек, барлығы квантологияда үйретемін. Квантологияда үйретемін, квантологияда үйретемін. Сол үшін бірден квантологияға жазылсаңыздар болады. Жағдайы бар адамдар, топтық коучингке шамасы келмейтін адамдар лучше квантологияға жазылыңыздар. Топтық коучинг, мен 1 миллион табамын, мен 600-700 табамын дегендер, сіздер бірден
топтық коучингке жазыласыздар, ол 2 миллион тұрады. Енді 15 мың қадам жасайтын болдым ғой дейді. Иә, күнде. Курсқа жазылғандар бар ма? Давайте, кім жазылды? Жеңіс тіл байлық дамыту үшін менен білім алуым керек ана. 1 миллионға білім аласыз, сонымен нормально боласыз. Тіл байлық, кітап оқымаған адам қалай тіл байлығын дамытады? Білім алмаған адам қалай тіл байлығын? Мен қанша мыңдаған кітап оқып, 200 мың теңге айлығым, қалай табысымды арттырасыз? Ана квантологияны 330 мың аласыз да, сөйтіп содан адамдарға білім беріп, ақша табасыз. Әр клиентті 90 мың аласыз. Квантологияны сатсаңыз. Квантологияны оқысаңыз, өзіңіз тауып өзіңіз оқытатын болсаң 180 мың аласыз. Сіз қалған 18 мың бүгін салып жіберіңіз. 33 мың алғым келіп тұр, бірақ сақталмайды екен, таңғы 6-та жұмыс қызу басталады, ночтан бол. Мен де бұл сылтау ғой, Шолпан. Жош болды. Ертең 33 мың теңгенің курсын 105 мың қыламын, сол кезде аласыз. Ночь почыңызға қарамай. Адамды айта берсең сылтау бітпейді ешқашан. Анау, мынау, бірдеңе, ночтан, мен де ночтан шығамын, ал не істеймін? Мен ночтан шығып сабақ өтпесем не болады? Қаласыздар ғой? Бәріміз де ночтан шығамыз. Сақталады дегенді ұмытыңдар. Сақталу деген болмайды. Не, уже ана жерде 3-4 адам жазды міне. Кім алады бүгін, сол жазыңыздар, жарай ма? О, молодец. Жанат алын дейді, ләззат алын дейді. Білім алматын талант болмаса, сататын талант болады. Адамда өзі 2 түрлі талант болады. Білім беретін талант болады, немесе сататын талант болады. Болмаса, оятамыз, үйретеміз. Мен де білім беретін талант тұрған жоқпын. Оқыдық, іздендік, үйрендік. Ешкімде бала әкеден туып, балады шешеден бәрін біліп тумайды. Үйренеді, үйретеміз, сол үшін біз ақша аламыз. Просто үйрену керек, просто үйренбейді адамдар. Жалқы түк істемейді, мен неге ақша жоқ деп отыра береді да. Енді оқысайшы, бердік қой, тапсырма бердік, үй жұмысын бердік. Орындай алмаймын, энергиям жоқ, басым ауырып тұр. Мен неге бейшарамын, мен неге бейшарамын. Ана тегін сабақтардан емделсей құрсын, емделсейші деймін да. Емделмейді. Просто партнерство деген бұрындар өте қымбат болатын. Қазір сіз қараңыз, 33 мың теңгеге ешқандай жерде партнерство болмайды. Сіз айына 20 адамға просто квантовый скачок 2-ні ұсынып ақ, сіз 300 мың теңге табайын деп отырсыз. Ойлаңыздар кішкене баспен. Квантовый скачок тегінді 1000 адамға таратасың. Қарашы мына сабақты деп. Олар ұнаса ма, күшті екен деп айтады 200 адам. Давай онда квантовый скачок 2-ні ал дейсің. Алады 33 мыңнан. Сен әрқайсына 15 мыңнан 200 адамнан қанша? 3 миллион табады екенсің ғой, 200 мың. 3 миллион табасың. 20 адамнан болса 300 мың табасың. Сен 200 адамға сатып жүрсең 3 миллион табасың. Сіз 200 бала, жұрттың 200 баласын оқытып 3 миллионды 1 жылда табасыз. А бізде 200 балаға просто айтсаң, пожалуйста, пайда керек болса, жұмыс керек болса. Жұмыс керек, пайда керек, партнер болғым келеді. Сіздің біліміңіз ұнайды, халыққа таратқым келеді десе, пожалуйста. Бүгін жұма кешке дейін төлеңіздер 33 мың, сосын жайлап бағаны көтерейік онда. Жақсылық жасаған түсінбесеңіздер, онда бағаны көтереміз. Скриншот жасауыңыздар, мына тапсырмаларды орындаңыздар, онда. Давайте 1-2 адамға разбор жасап берейін мен. 1 миллионнан немесе 500 мыңнан табысы көп кім бар? Мына жерде қазір эфирге шығып, бұрын деп разбор жасап беремін. Не істеу керек? Баю үшін қалай істеу керек, бәрін айтып беремін. Давайте. Кім шығады? 500 мыңнан табысы көп кім бар? Мен неге разборға шығатын? Нені запрос беріңіздер. Запрос берсеңіздер қабылдаймын. 500 мыңнан төмен табатын адамдармен сөйлесу қызық емес шынын айтқанда. Просто олар әлі тегін сабақтар оқу керек, сондай деңгейде жүрген адамдарда әлі. Әркім өзінің деңгейі болады ғой. Маған дейді. МКНД 1971 қанша табасыз? Мен емес, табысыңызды жазыңыз, сосын запрос берсеңдер, адамдардың біз арқылы келгенін қалай білдіреді. Өзіңіз қолынан жетектеп алып келесіз. Сізді айтпаса, ешкімді айтпаса, значит, ол біздің адам болып кетеді. Өзіңіз жетектеп алып келесіз, мынау менің адамымды сөйлетесіз өзіңіз, еңбек етесіз 15 мың үшін.
үйдө отурган көп балалуу аналар жумуш істөө керек осулай. Давай Акбота Жумабай, давай ұсыныш жіберіңіз. 730 мың, 200 мың дегендер ұсыныш жіберіңіздер, запрос. Қабылдаймыз. Запрос жіберіңіздер, маған видеомен сөйлесеміз. На 500 мыңдан сетевикпен 500 мыңдан табысым жоғары деген 2 миллион табатайын. Сізге онда 10 миллионға шығу керек қой, 10 миллионға шығу үшін 10 миллионға білім алу керек. Запрос жіберіңіздер, запрос.